шетелде оқу, шетелде тұру қазақ қыздарына қандай артықшылықтар береді? Қазақстандағы білім әлде қайда төменірек. Бакалаврға сабақ беремін. Толығымен сол Америка құрама штатындағы университет мені қаржыландырып отыр. Докторантураны ұтып алу, Америкада сабақ беру, жұмыс жасау, бизнесімді дамыту болды. Уақыттың қадірін түсіндім. Ал сіз қалай шаршап қалмай, мысалы, ауылда оқыдыңыз, ағылшын тілін білмедіңіз, осындай деңгей нәтижеге жеттіңіз, мұғалім болу, ағылшын тілінде сабақ беру. Маған Америка төлеу керек, мен төлмеймін деген принципте тұрдым да. Бір сөзінде, Аллахым қайырлы жолмен жеңіл түрде жолымды ашы. Қиналып кеттім, шыны керек. Жаңа сізді 8 миллионға лақтырып кеткен кезде өзіңізді қалай алып шықтыңыз, және артыңызға қарағанда Алла тағала сізге нені түсіндіргісі келді деп ойлайсыз? Ата-ана абыройы. Балаға менің ойымша сенім білдірген дұрыс. Менің әкем өте қатты қарсы болған, бірақ мен амал жоқтан емес, менің мақсатым мүлдем бөлек болған. Мүмкіндік барда пайдаланып қал деп айтамын барлығына. Пайдалан, оқы, көр, анау қасқырдай болсай, до конца жеткісе, алсай бүкіл беріп тұрған нәрсені. Нақты мақсат, уақыт, әрекет. Айтарым бар. Сәлем, эфирде айтарым бар подкасты, сіздермен бірге мен Жанерке Сейфуллина. Бүгінгі біздің қонағымыз әлемнің білім ордаларын аралап, тәжірибе жинауды хоббиға айналдырған Литва, Италия, ақш-та білім алып жатқан Қайсар қызымыз. Және байқасаңыздар, соңғы біздің подкасттар білім, ғылым, саяхат жайында болып жатыр. Міне сондай шығарылымыздың жалғасы ретінде келіп отырған эксперт Маржан Аябекова бізде қонақта. Маржан, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Сонау Америкадан ұшып келіп, міне подкастқа келіп отырсыз. Сенім білдіргеніңізге рахмет. Рахмет, сіздерге де көп рахмет. Жалпы Маржан, енді сізді Инстаграмнан қараған кезде бірдестен ағылшын тілдік курсын өтетін эксперт, және де шетелде оқитын қазақ қызы деген бір көз алдымызға ой келеді. Сіздің ойыңызша адамдар, аудитория, көрермен кім деп таныған қалайсыз? Өзіңіз жайлы бір толығырақ таныстырып өтсеңіз. Қай жақтың тумасысыз? Деп қойыңызшы. Құрметті көрермендер, сіздерді мен тыңдап отырған барша жанға алғысымды білдіремін. Бұл подкаст арқылы мен өзімді біріншіден Қызылорда облысы Шиелі ауданынан шыққан қазақтың жаңағыдай қарапайым қызы ретінде танығанын қалаймын. Білім жолында жүрген, білім арқылы Американы, басқа да мемлекеттерді бағындырып, әйтеуір қайсарлығымен танымал болып жатқан, енді осы 36 мемлекетті аралаған, яғни көп оқыған емес, көпті көргеннен сұра дейді ғой, көргенмен бөлісе алатын қарапайым қазақ қызы ретінде тануға болатын шығар. Енді өз-өзімді мақтауға келген кезде кішкене қобалжиды екенсіз. Бірақ дегенмен де не айтайын, басқа осы уақытқа дейін біршама жанға өз білгенімен бөлісіп жүрген Қазақстанның Шиелі ауданының қызымын. Күшті. Шиеліден шығып, ауылдан шығып отырып, қазір Американы бағындырып, Маржанның айтары, бөлісері өте көп, өйткені қазір Америкада білім ордаларында сабақ беріп жатырсыз, қазір біз оған тоқталамыз. Жалпы сіз шетелде қазір тұрып жатқаныңызға қанша жыл болды? Басынан бастайын ба, әлде тек Америкада? Жалпылама. Литвада мен 1 жылдай оқыдым. Одан соң Қазақстанда келіп Евразия ұлттық университетінде оқытушы болдым. Одан соң Италияда 3 жылдай болдым. Итальяндағы әжеммен бірге тұрдым, итальян тілін үйрендім. Өте керемет болды Италияда. Сол Италия арқылы бірнеше мемлекетті араладым. Одан кейін міне қазір Америка құрама штатындамын. Осы Америкада өмір сүріп жатқаныма 3-ші жыл. Сонда жалпылама 5 жылдан аса уақыт сіз шетелдесіз? Шетелдемін. Қараңызшы, бізде жалпы шетелде оқу, шетелде тұру жастарға, әсіресе қазақ қыздарына, қыздарға дейікші, жалпылама қыздарға қандай артықшылықтар береді? Мысалы, бізде көбіне ата-аналар тарапынан консерватизм қорқады. Менің өзім кезінде қыздар университетінен Түркияға оқуға мүмкіндік алған кезде анам жоқ, біз қорқамыз, ол жақта көтеріліс болып жатыр, кейін күйеуге шыққаннан кейін шетел аралайсың ба, оқисың ба, өзің білесің дейтін пікірдегі ата-аналар болады. Ол тек менің ата-анам емес. Және одан бөлек екінші тарапта бар. Осы қыздарға шетелде оқу деген не керек? Сен бәрібір күйеуге тиесің, үйде отырасың деп ойлайтын адамдар бар.
Иә. Сіздің пікіріңіз? Бізде де менің әкем өте қатты қарсы болған. Ең бірінші Литваға оқуға түскенде, жарайды енді ол біздің университеттен жібергендіктен қатты не істеген жоқ, қобалжыған жоқ. Бірақ Италияға түскенімде Италияның жігіттеріне қараушы болма, Италияның жігіттеріне қараушы болма деп. Сол кезде папам айтқан болатын, жаңағыдай, мен саған машина алып берейін, сен лучше Қазақстанда қал. Қазақстанда оқы, не істе деп. Сол кезде мен әкеме айтқам, жоқ, әке, мен осы білім жолында қуам, білім арқылы өзім машинаға жетемін деп. Міне Құдайға шүкір, өзім ол күнге де жеттім сол білімнің арқасында. Иә, сіз айтқандай көп ата-аналар қарсы, бірақ балаға менің ойымша сенім білдірген дұрыс. Мен осы жерде ата-анама үлкен алғысымды айтамын, өйткені ол кісілердің арқасында, жаңағыдай сенімдерінің арқасында, қолдауларының арқасында осы деңгейге жетіп отырмын. Сондықтан жаңағыдай ата-ана бірінші баланы қолдау керек деп ойлаймын. Сосын бала өзі ашығынан ата-анаға не үшін қалайтындығын, ол және шетелде оқыған қандай мүмкіндік беретіндігін айту керек. Онымен қоса ата-ананың алдында абырой деген нәрсе бар, иә. Уақытылы келіп, уақытылы жүрсеңіз, уақытылы тыныш жүрсеңіз, кез келген адамның жаңағыдай ата-ана алдында абырой артады. Ал ата-ананың алдында абырой артқан сәбиге ата-ана сенбеу мүмкін емес. Ол сенеді, сенім артады. Тым қорқыныш деген нәрсе болды да. Мен тарапымда мысалы сенім болды, бірақ ата-ана андай жаман болсын деп айтпайды ғой. Иә. Жаны ашып, оберегать етіп деген сияқты сондай жағдайда. Ол кезде сіз мүмкін ата-анаңызды тыңдап жарайды деп қала салған шығарсыз. Мен өзім андай айтқанымнан қайтпайтын қасиетім бар да. Жоқ, оқуым керек болды. Сосын анама түсіндіріп барлығын айтқан соң, ананың жүрегіне орын алсаңыз, ана әкеңізбен сөйлесіп алып көндіріп алады ғой. Иә, соның арқасында анам мен әкем қазіргі таңда кәдімгідей сенімдер артқан. Өзім де жаңағыдай шетелде жалпы өзіңіз ешкімге тиіспесеңіз, ешкім сізге тиіспейді. Керісінше Қазақстаннан қарағанда қауіпсіздеу деп айтамын. Яғни мысалы мен 5 жылдай жүрдім, ешқандай да қауіптілік көрген жоқпын мен. Қазақстанда керісінше мен қорқамын кішкене. Қараңызшы, бір сұраққа кетіп жатырмыз. Жаңағы сұраққа қазір ораламыз. Кеше ғана Динара Болатбай айтқан кезде, Динара Болат айтқан еді, енді ол кісінің пікірі, мен Америкадан өзімнің енді ғана оқу бітірген қызымды жіберуге қорқамын. Себебі ол жақта еркіндік керемет дейді да, бірақ тым шектен шыққан шексіз еркіндік, не бір нәрсеге әлі фильтр жасап үлгермеген бала орағытып жаңағыдай кетіп қалу мүмкін артынан деген сияқты. Сол жағынан, және де Европада қауіпсіздеу дейді да, кешкісін жүруге деген сияқты. Азия елдері керісінше тыныш деген сияқты. Бұл пікірге сіз ойыңыз қандай? Америкада өте қатты еркін, бірақ баланы қай жаста жібересіз? Менің ойымша керісінше, мен мысалы бакалаврды Қазақстанда оқығанмын ғой, өзімнің ойымды, өзімнің жүріп тұру қабілетімді арттырып алдым да, яғни біліп алдым, уже бойыма сіңіп алды бүкіл нәрсе. Одан кейін барып шетелге шықсаңыз, сіз уже сол принциппен кетесіз. Сол Қазақстандағы ой өрісіңізбен, сол нәрсемен, жоқ, ұят болады деген нәрсемен. Ал егер сіз 18-17 жастан барсаңыз, еліктеп тез бұзылып кетуіңіз мүмкін. Бірақ тағы да айналып келгенде ол баланың өзінің сана қабілетіне, өзінің жүріп тұру әдістеріне байланысты. Әрине қоғам әсер етеді, бірақ дегенмен де балаға кішкене жауапкершілікті көбірек берсе, ол сезінеді деп ойлаймын. Содан кейін ойында жүреді. Ата-ананың абыройын не істемеу керек. Мысалы, мен ойымда үнемі жүреді. Бірінші ойыма келетіні, менде мысалы кейде болады ғой, мысалы, ана жерге барсақ қалай болады, мына жерге барсақ қалай. Бірақ ең бірінші ойыма тақ етіп түседі, ата-ана абыройы деп. Содан кейін тоқтайсыз. Солай ойлаймын мен. Америкада еркіндік, ешкімге тиіспейді. Ешқандай да біреу, егер сіз өзіңіз біреудің құқығын жаңағыдай шектеп бір нәрсе жасамасаңыз, ешкім артық еш нәрсе жасамайды сізге. Мен 3 жыл өмір сүрген адам ретінде айтайын. Ал егер сіз жай ғана саяхаттап барып келген адам болсаңыз, сізге қорқынышты болып көрінеді ол. Өйткені саяхатшыларға ол мүлдем басқа әсер етеді. Ал сонда тұрып көрген кәдімгі рутинаны білген адамға ол мүлдем басқа әсер етеді. Сондықтан мен Европада да тұрдым ғой, Италияда 3 жыл. Италияның жігіттері керісінше жаңағыдай тиіскіш, сондай болып келеді да, ал Америкада ондайлар аз. Өйткені Америкада білесіз, сәл не істеп қалса, шулап қалса, бірденен полицияны шақырып келеді, бірденен сені соттап жүреді. Сондықтан олар аяқтарын тартып жүреді. Заң қатал. Заңы қатал. Ал шетелде оқыған, жаңағы сұрағымызға қайтып келсек, қыздарға қандай артықшылық береді? Шетелде оқыған. Жалпы қыздарға ең біріншіден, қыз болсын, ұл болсын, ең біріншіден білім артады.
Екіншіден енді мен Қазақстанды жаман демеймін, су ішкен жеріме түкірмеймін. Бұл жерде салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, Қазақстандағы білім әлде қайда төменірек. Өйткені шетелде білім алған қазақ қызы біріншіден еркіндікті қалайтын болады, екіншіден қазір өзіңіз көріп жатсыз ғой, көптеген зорлық зомбылықтар, ұрып соғулар көбейіп кетті. Өз-өзін қорғай алатын деңгейге жетеді. Оқыған сайын, көрген сайын, көзі ашық болған сайын, ол өзінен кейінгі ұрпаққа да мықты білім тәрбиелей алады. Яғни сіз өзіңіз білесіз, ана деген бірінші білімді болу керек. Қыз бала керісінше білімді болу керек. Сол кезде саналы, тәрбиелі ұрпақ шығады деп ойлаймын мен. Қыз балаға қандай ерекшелігі бар? Тілден бөлек, саяхаттан бөлек, жалақыдан бөлек, айта берсең басқа көп, өзіне лайықты адам табылады деп ойлаймын. Сен өзіңді өсірген сайын, саған да дәл сондай деңгейде адам келеді деп ойлаймын. Бірге дамитын, бірге көретін, бірге саяхаттайтын. Қыз бала білімді болған сайын біздің қазақ ұрпағы да білімді бола бастайды ғой. Саналы ұрпақ келе бастайды. Сондықтан бірінші қыз балаға барлық нәрсені беру керек деп ойлаймын. Қыз көру керек, қыз жетілу керек. Феминист емеспін, бірақ дегенмен де бұл үлкен рөл атқарады қазір қоғамда. Өзіңіздің өміріңізден көріп отырсыз ғой? Мен өзім өмірімнен көріп отырмын. Шынымен де білім алған сайын мен қазір рухани байлығым жаңағыдай эмоциялық тұрғыдан, басқа да тұрғыдан дамыды деп айта аламын да. Менің құндылығым мүлдем басқаша. Бұрындары Қазақстанда жүргенде менің құндылығым басқа еді, ал қазір қандай құндылықтар? Мәселен, бұрындары мен жігітке жаңағыдай маған қандай жігіт керек деген кезде, бұрындары машинасы болу керек, ақшасы болу керек, отбасы жақсы болу керек деген нәрселерді бірінші орынға, түрі әдемі болу керек деген сияқты. Ал қазір менімен бірге сана биіктігінде ұштаса алатын адам болу керек деп Мұхтар Шаханов айтпақшы. Яғни сана биігінде бірге дами алатын болса, ол машинаға да, көлікке де, үйге де, бәріне жеткізуге болады. Ал егер мына жері жаңағыдай қуыс болса, қиын екен. Әйтпесе енді қыз болғаннан кейін жігіттер жазады, не істейді, әңгіме айтады, шақырады кездесуге. Бірақ мына жері кішкене қуыс болғандықтан мен ары қарай сөз жалғастыра алмай кеттім. Машинасына, еш нәрсесіне қарамаймын ол кезде. Сол ең бастысы. Сондықтан осындай менің қазіргі құндылықтарым, яғни жігіттен бөлек осыған өзгерді. Одан бөлек бұрындары адамның киіміне қарайтын. Мысалы, келген кезде адам киіміне қарап баға беретін. Ал қазір мен ондай емеспін мүлдем. Бірінші, ол адамның ішкі әлемінен үңілетін болдым. Одан кейін бұрындары жаңағыдай ойлау қабілетім кішкене төменірек еді. Ал қазір мен кеңінен сол адамның ситуациясына түсемін. Мысалы, командада бірге жұмыс жасайтын 20 шақты адам бар. Кейде оларда бір нәрсе болып қалады, жағдайлар. Сол кезде жоқ деп бір тараптан емес, ол адамның да тарапынан қарауға тырысып, сондай. Яғни өзімді төмен дәрежеге де түсіре аламын дегенім ғой. Ондай өмір бойы мен кереметпін деген нәрсе жоқ. Барынша қарапайым болғым келеді. Өйткені өзіңіз білесіз, білімді адам ол қарапайымдылықта. Сол деп ойлаймын өзгерген. Біраз одан көп құндылықтар көп қой өзгере берген. Сол одан кейін отбасы. Отбасының қадірін 4 есе, 5 есе, туғанның қадірін түсінесіз. Ата-ананың қадірін бәріміз білеміз, бәріміз жақсы көреміз ата-анамызды, туғанды. Бірақ кейде айтасыз ғой, осылар деген. Ең бірінші білесіз бе, 1 минут жай ғана ата-ананың қасында деп демалған уақыттың қаншалықты бағалы бақытты сәт екенін түсінесіз. Одан бөлек туғанның ет тамақтың қазының қадірін білесіз да, құндылығын. Сол кезде шіркін, біздің қазақ халқындай халық жоқ екен ғой дейсіз. Біздің халықтар негізі жақсы жағы бір-бірімізге көмектесуден аямаймыз да. Көшеде болсын, басқа болсын, қоясыз, жарайды, іштемайды, төлемей ақ қойшы деп. Ал шетелде жоқ, қатаң түрде заң, қатаң түрде төлеу керек. Бірақ адамға да байланысты. Мұсылмандарға да қаншама ұлтпен сөйлесіп, қаншама ұлт достарым бар, әртүрлі. Бір байқағаным, мұсылмандар ерекше болады, басқаша болады. Жаңағыдай жүрегімен көмектескіш келіп тұрады. Жұмсақ болады. Ал американдықтар, ақ американдықтар, қаралары да жұмсақ болып келеді. Ақ американдықтар, олар кішкене қаталдау, қатып қалған принциптермен өмір сүреді. Сол құндылық
айта берсем көп Жанерке ханым, Ой, бірақ өте дегенмен күшті. иә Шынымен де негізі біздің қыздарға, қазақтың қыздарына жиі шетелге шығу керектігін осы жерден байқайсың. Өйткені мына әлем, мына ғана реальность деп қабылдайды да, бірақ шетелге шыққан кезде оның өзгеретіні, иә, оның бір Қазақстанның көзқарасымен, мировоззрениесімен, иә, тоқталмайтыны, әлемде шексіз ойлар бар екендігі. Иә, одан бөлек қосар кетер болсам, жаңағыдай шетелге шыққан сайын қазақ қызы өзінің қоғамдағы рөлінің қандай маңыздылығын түсінеді. Жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, бір мемлекетте ол сіз басқа бірінші күйеуге шығып, жақсы удачно тұрмысқа шығу керекпін деп айтады да, сәтті. Орысша сөз қоссам кешірім өтінемін. Сәтті тұрмысқа шығу керекпін деп ойлайды да, ал бірақ шетелге шыққаннан кейін жоқ, оның уақыты бар, мен шықпасын демеймін, әр адам ана болу керек, әр қыз жақсы жарға шығу керек, бірақ дегенмен де Қазақстанда көбінесе жалпылама көп қыздардың арманы ол сәтті тұрмысқа шығу қазір, бірақ білімді алып тастайды. Өйткені ата-ана болсын басқа бәрінің талап қоятыны тұрмысқа шық. Тіпті бала мен үйде қызбен тәрбиесіне алып қарайтын болсақ, ұлға бізде көбірек тәрбие бөлінгенде, көбірек көңіл бөлінгенде, ал қыз балаға сенің бара жететін тұрмыс деп айтады. Тіпті оқу орындарында да солай айтатын адамдарды білемін. Иә, бірақ бұл жаймен енді біз ортаңғы буын дейікші, иә. Сол цепочканы үзіп жатқан сияқтымыз. Қыздар безеуден, әжімнен, пигментация, қара дақтан қатты қиналып жүрсіз бе? Онда сіздерге Кореядан оригинал өнімдерді және 15 күнде бетіңізге әсер ететін коллаген, күтім заттарын алып келетін Korean Buyers компаниясына жазыңыздар, иә. Шынымен де қаншама результаттарды қыздар 15-20 күнде көріп жатыр. Мына фотолар, отзывтардың бәрі сіздерге кәдімгідей дәлел. Сондықтан Korean Buyers компаниясына жазыңыздар. Сенімді түрде мен айта аламын. Бірақ шынымен де қазір сізбен бір коннектқа түсіп ашылып жатырмын да. Мен де Европаға барған кезде Францияда бір қасымыздағы кісіні көрдім. Дауысы жыртылғанша қарлық қалған. Не болды десек, жаңағыдай мұсылман Азия елдерінде, Иран, Ирак, сол жақта айтты оны, хиджабтағы қыздар дәрігерге баруға болмайды, ер адамдар болса хиджабын шеше өлтіреміз, ер адам дәрігерге баруға болмайды деген сияқты қатаң заң шығарған кезде, айдаладағы француз әйелдері Біріккен ұлттар ұйымының алдына барып көтеріліс шеруін жасап, бейбіт түрде болсын, айдаладағы Азиядағы мысалы мұсылман елдеріне жанашырлықпен сол жақта заңның өзгертуіне әрекет жасап жатқан кезде мен таң қалдым да. Шынымен сол кезде менің де бір тағы да көкірек көкжиегім кеңейе түсті. Мен бұрын адамдарды кішкене былай бөлетінмін, мұсылман, христиан, мұсылмандар басқаша деген сияқты. Бірақ имам Шафиғи ма біреудің сөзі бар еді, ұмытып қалдым. Бәлкім Европаға барып мұсылмандықты көрдім, бірақ мұсылмандарды көрген жоқпын. Мұсылман еліне бардым, мұсылмандарды көрдім, бірақ мұсылмандықты көрген жоқпын дейді да. Бірақ ол жақтағы шынымен мәдениет, адамгершілік деген нәрсе жоғарырақ екендігіне көзім жеткізді де, содан кейін мен адамды олай бөлмеймін. Мысалы қараңызшы, қандай инсайт, бір кішкентай шетелдің өзінен. Сізге айтып өтейін, мен осы Нью-Йоркта қазіргі таңда Біріккен ұлттар ұйымының Human Rights деген бөлімінің бірден бір мүшесімін. Үнемі Нью-Йорк қаласында үлкен жиналыстарға барып тұрамыз. Бізді шақырады сонда. Сол бір күні сонда әйелдердің құқығы туралы жиналысқа бардық. Әлемнің түкпірінен келген адамдар болды. Көбінесе жаңағы Афғанстан, одан кейін жаңағы Түркменстан, қазіргі таңда білесіз, Афғанстанда қыз балаға үйден шығармай қойған. Тіпті музыка тыңдауға мүмкіндік жоқ, құқықтарын шектеп тастаған. Өйткені Афғанстанның сол елін басқаратын бір адаммен тілдескенінде, бір конференцияда, халықаралық конференцияда жолығып қалдық. Тілдескенде, Маржан, сен білмейсің қандай екен деді. Біз көмектесуіміз керек деді. Қыздардың жай ғана білімге ұмтылғаны үшін оларды түрмеге қамап, оларды жаңағыдай электрошок бар ғой, сонымен не істеп жаңағыдай қинап, бүкіл тіпті айбетпеңіздер, бірақ жаңағыдай жыныстық мүшесіне дейін зақымдар келтірген. Солай өзінің қарындасын зорға шығарып алып, қазір Америкада. Сол кісі маған бірге көмектесейікші деді. Мен айттым, әрине тегін білуге қолымнан бар, сөйтіп бастадық біз екеуміз көмек беруді. Қазір енді бастап жатырмыз, бір-екі адамдарға жаймен детіп, ол кісі сол Афғанның түрмесінен қызды шығаруға көмектеседі, мен ары қарай оған көмектесемін. Бүкіл енді бұл жаңағы әйелдің хиджаб не туралы айтып жатырмын да. Қарасақ, мысалы Қазақстанда біз кейде қадірлемей жатамыз. Бізге беріп тұр, біз бірақ оқымаймыз да. Қызы болсын, ұл болсын, немесе оқимын деген адамды басып тастаймыз.
сол қазір не үшін келтірдім бұл Афғанстан мемлекетін? Өйткені көздеріңізді ашыңыздар, басқа да мемлекеттерде осыншама қиын болып тұр. Либан мемлекетінде соғыс болып жатыр да, менің құрбым жаңағыда группаласым бірге оқитын 40 жастағы әйел, 2 баласы бар, Америкада 20 жыл бойы тұрады. Сол кісі де не үшін келді? Хиджабта кәдімгідей бізбен оқиды. Не үшін көшіп келді деп ойлайсыздар? Құқық жоқ, оқи алмайды, соғыс, теракт, үнемі. Кеше ғана жарылды, сабақта отырады, мемлекеттің жарылып жатқанын көреді. Қалай қиын, өзіңіз білесіз, мен Италияда болғанда қантар оқиғасын көргенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Как будто мен елім жоқ сияқты. Ол сезім мүлдем басқа сезім. Мүлдем басқа сезім. Сол қыз біз бірге презентация қорғап тұрғанда көзінен жас шықты. Оны мен түсіндім, өйткені мен басымнан өтті. Американдықтар түсінбейді оны, өйткені оларда ешқашан соғыс болмаған. Одан бөлек хиджабтағы деп жатырсыз ғой, бізде енді жаңағыдай қыздарға қандай болмаса да, не үшін бұны айтып жатырмын, қандай үндеу десеңіз, барды қадірле. Қазір уақыт па? Оқы, білім ал, жетілдір, тіл біл. Қазір тіпті ағылшын тілін бітірген ол модада емес. Америкаға барсаңыз испан тілін білу керек уже. Өйткені Майами қаласында тек испанша сөйлейді. 70% халық Кубадан келген халық, жаңағы не бар ғой, Хуан қайсет, Пуэрто-Рикодан келген халықтар, яғни жер аударып сондай. Жаңағыдай сіз айтқандай, хиджаб болсын, болмасын, мені хиджабым маған әсер етеді екен, Америкада не істейді екен, дискриминация көреді екен деп ойламасын. Ондай жоқ дискриминация. Оның бәрі өтірік. Кәдімгідей барлығына бірдей құқығы қорғалған, оқиды, білім алады. Сол жаңағы мысалдардың бәрін не үшін келтіріп отырмын, сол келтіріп отқан. Сонда да әртүрлі мемлекеттен келген, жаңа Ливаннан келген қыз үнемі маған қолдау көрсетеді. Енді сіз былай ауызбен айтқанда оңай сияқты көрінеді, бірақ сол жақтың мәдениетінің көріп сол жақта жүрген кезде қиналасыз, бәрібір эмоционалды тұрғыдан өзіңізді жалғыз сезінетін кездер болады. Ешкім жоқ қой енді, менде ол жақта бір алладан басқа ешкімім жоқ. Бірақ сіздер ертең шетелге шыққанда Алла сізге 2 есе назарын аударады. Бір күш сезінесіз. Андай бір сізді қолдайтын таңертең тұрғанда бір күш сезінесіз. Сосын бір нәрсе өзгерді менде. Уақыттың қадірін түсіндім. Әрбір уақыттың қадірін. Бұрында кешіп келе беретін еді ғой, Қазақстанда жүргенде, қазір жоқ. Мен үшін 5 минутта менің өмірімді өзгертетінін білемді. Әр уақыттың қадірін түсіндім. Ауырып тұрсам да кейде сол жасау керек па, жасауға барымды салам. Сол жаңа Ливанның қызы айтқым келгені, әрдайым мені қолдайды. Маржан, сенің қолынан бәрі келеді. Өткен докторантурада бакалаврға сабақ бересің, ағылшын тілінде өзіңіз ойлаңыз, қазақ түгілі ағылшын. Қазір қазақша сөйлегенде мына жерде отырғанда кішкене дірілдейсіз да, ұмып қаласыз ойыңызды. Сіз ойлаңыз, ағылшын тілінде ауылдан шыққан қыз қайдағы? Бізде ағылшын тілінен Apple деген сөзді үйреніп шықтық қой, болды ғой, былайынша айтқанда мектепте. Сол өзіңізде арыстан шыққан екенсіз, білесіз, иә, бізде қалай болған жалпы. Бізге таңдауда берген жоқ, өкінішке орай. Неміс тіл пәнінің мұғалімі бар, болды немісше оқисыңдар деп кеттік қой бәріміз. Сондай да, сол айтқым келген сізге, керісінше басқа ұлттың адамдары қазақтардан қарағанда көбірек қолдау көрсетеді. Қазақта, шетелде қазақтар бар, бір-бірін қолдамайды, кейде сатып кетіп жатқан. Бірақ бәрі емес, бәріне топырақ шашпаймын. Кейбір қазақтар мүлдем танымайтын сияқты, немесе орыс тілінде сөйлеп, өздерінше кереметпін деп ұстайтын адамдар да бар. Бірақ бәрі емес. Бірақ білім несінде жүрген, жолында жүрген адамдар бәрі қарапайым. Жақсы, жаңа айттыңыз, ЕНУ-ды бітірдім деп. Жалпы шетелге оқуға түсу барысы жайында айтыңызшы. Қандай мамандыққа түстіңіз? Қалай грант жеңіп алдыңыз? Қандай бағдарламаларды қолдандыңыз деген сияқты? Жалпы мамандық таңдау деген ол жаңағыдай жар таңдау сияқты өмірдегі ең маңызды нәрсе, құндылық қой, өмірге керек нәрсе. Ең бірінші мен мектеп оқып жүргенімізде сот деген передача болатын, бағдарлама болатын. Сол көрген кезімде кәдімгідей әділетсіз шешімдер шығарған кезде болды, мен сот боламын, мен құқық саласына барамын деген ой келді менде. Солай құқық саласына кеттім. Мен 11-ші сыныпта оқып жүргенде алтын белгіге үміткер болдым, бірақ алтын белгімді ақтай алмадым. Өйткені төмен балл болып қалды. Сол кезде бір 94-ші жылғыларға бір өзгеріс сондай болды мемлекетімізде. Бірақ әкемнің сөзі бар, мен тұрғанда сен еш нәрседен қорықпа, мен саған оқытамын, білім дегенмен де ЕНУ-ға, Евразия ұлттық университетіне құқық саласына, яғни юриспруденция мамандығына түстім, ақылы, бірақ президенттік стипендия кейінірек ұтып алдым. Бұл кезде айтқым келгені жаңағыдай ақылы мен оқытып жатыр, ата-анам маған жаңағыдай ақша беріп жатыр, мен қиналып қалдым деген адамдарға айтқым келеді, ол ақталады.
ол үлкен білімге құйған инвестиция, ол ақталады. Сондықтан уайымдамай оқи беріңіздер. Сол енуға құқық саласын армандап кәдімгідей ойбай сот болам деп келдім, бірақ кейін жаңағыдай ағылшынша айтқанда пинк классты алып тастадым да, яғни роза очкиімізді алып, одан кейін түсіндім маған құқық саласы менің жаныма тән емес екендігін. Кейін қазір мен Америкада educational leadership деп аталады, яғни білім саласын басқару деген салада білім алып жатырмын. Неге білім саласы? Кейін түсіне келем, өз-өзімді тыңдай келе, мен біреуге бергенді ұнатады екенмін. Яғни үйреткенді, бергенді, білгенмен бөліскен, содан энергия алады екенмін. Солай, яғни бастапқы уақытта оқып жүргенде сіз өзіңіздің кім екендігіңізді, кім болғыңыз келетінін де түсінбейсіз. Ол өмірдің заңдылығы. Бәрі айтады, мен кім екенін білмей жүрмін деп 11-ші сыныптағы оқушылар. Бірақ мен сіздерге айтайын, қазір өзіңіз жүрегіңіз нені қалайды, соны істеп көріңіз, кейін уақыт өте келе түсінесіз, керек па, керек емес па. Мамандықты ауыстыру ол әр кезде де мүмкіндік. Америкада ойлайды, тек қана мысалы құқықты бітірдім, құқыққа түсуім керек деп ойлайды. Жоқ, сіз құқықты бітірсеңіз де, химияны бітірсеңіз де, егер білім саласында мұғалім болған болсаңыз, қандай да бір тәжірибеңіз болса, онда сіз мамандығыңызды толығымен ауыстырып түсе аласыз. Сол қазір education leadership деген мамандықта докторантурадамын. Американың ішкі грантын ұтып алдым. Яғни докторантурада Америкада ішкі грантқа оқуға мүмкіндік бар, иә? Мүмкіндік бар, иә. Толық пайызды олар маған денсаулық сақтандыруымды төлеп береді толығымен, жаңа чекап деген медициналық сақтандыру. Одан кейін жаңағындай ай сайын айлығым бар $3000 көлемінде. Бакалаврға сабақ беремін, яғни бірақ біз күніге сабақ бермейміз, аптасына тек 20 сағат қана сабақ береміз. Яғни толығымен сол Америка құрама штатындағы университет мені қаржыландырып отыр. Кезінде былай ойлайтын едім, Америкаға жұмысқа, Америкаға деп ұмтылатындар бар ғой, маған жұмыс керек Америкадан. Олай емес, мен керісінше мен Американы пайдаланамын. Қалай айтсам екен, Америка маған төлейді деп. Шынымен негізі мен бір жолы бір курс оқуға бардым ағылшын тілінде, сонда айтады да, сен не істемекшісің Американы, ол жақта саған біртүрлі азиат деген сияқты екінші сорт ретінде қарайды, екіншіден ол жақта бітірген дипломың жарамайды, олар өздері бітірген дипломды алмайды деген сияқты бір стереотиптерді маған тықпалады. Бұл жағына қалай? Жоқ, мен мысалы енуда бітірдім, бакалаврда, одан кейін Италияда магистратураны бітірдім. Диплом екі түрлі мемлекеттікі, біреу Қазақстан, біреу Европа жоқ, қабылдайды. Ол жақта мынандай нәрсе бар, VES evaluation деген нәрсе бар, яғни дипломды бағалау деген. Ол деген сіздің жаңағы GPA балдарыңыз бар ғой, барлық соларды бағалап жасап береді, онлайн түрде $350 төлеп, олар жаңағындай документіңізді онлайн түріне жібереді. Немесе екінші жолы бар, егер сіз мысалы $350 төлей алмайтын болсаңыз, сіздің университет, мысалы енуда оқыған университетте әр университеттің халықаралық бөлімі бар. Яғни халықаралық бөлімге жазсаңыз, мен осындай университетке түскелі жатырмын, сіздің осы университеттің атынан менің дипломымды ресми түрде кәдімгі почта арқылы, кәдімгі хат, емейл почта арқылы жіберіңіз деп. Содан соң сол жауап беретін адам ректоратта отыратын емейл арқылы жіберсе болды. Наоборот, керісінше Америкаға түсу оңай. Европаның документтері жаңа апостилирование жасаудан қарағанда Америкада ешқандай, тек ағылшын тілінде болса болды документіңіз. Қараңызшы, енді Америкада барлық университеттер керемет емес деп жатады. Университеттерді қалай таңдаймыз? Америка құрама штатында мынандай қараңыз. Бәрі көбісі 70% онша емес дейді да. Для галочки деген сияқты оқыған адамдардың аузынан тікелей естідім. Бірақ мен Бостон университетінде, Калифорнияда, одан кейін осы қазір үшінші research, яғни ғылыми университетте оқып жатырмын. Сізге бір айыртықшылығын айтайын, барлығына бірдей бір нәрсе, бұл барлығында бірдей академиялық білім береді. Гарвардтың профессоры бізге сабақ береді, университетін бітірген, Колумбия университетінің профессоры барып басқа университетке, ол олай емес, бірақ бір нәрсе бар, қаржыландыру жағы. Лига Плюшадағы университеттер көбінесе олар коммерциялық мақсаттағы университеттер. Олар өздерінің брендтерін бірінші орынға қояды. Сондықтан олардың оқуының ақысы жоғары, соған сәйкесінше грант санын, стипендия санын көп бермейді мүлдем. Сіз оларға төлейсіз, бірақ сондай университетті бітірдім деген атауыңыз болмаса. Ол университетте кәдімгі қарапайым Американың университетін бітірген адамда сабақ береді. Көрдіңіз бе? Барлығына бірдей академиялық тұрғыдағы білім болды. Артықшылық, кемшілік деген нәрсе мынада. Қаржыландырады ма сізді университет, әлде жоқ па? Егер сіз өзіңіз төлей алатын болсаңыз, барыңыз ірі университеттерге. Бірақ сіздің приоритетте ол сізге төлесін десеңіз, университет үш түрге бөлінеді. Бірінші, ол public университет, яғни мемлекеттік.
Public Research университет, яғни мемлекеттік ғылыми университеттер, одан кейін private университеттер жеке. Лига плюшада университеттердің бәрі private университет болып есептеледі. Бостон университет барлығы жеке. Болашақ бағдарламасымен ол университеттер неге бар? Өйткені болашақ мемлекет бізге төлейді оларға. Сондықтан да ол private университетте оқу мүмкіндігі бар сізде. Бірақ сіз жеке өзіңіз төлей алмайсыз ғой. Жылына $56,000, $40,000 деген 20 миллион теңге жылына. Одан бөлек сіздің страховкаңыз, анауымыз мынауыңыз бар. Ал егер сіз ішкі грантқа түсетін болсаңыз, Public Research университет таңдау керек, яғни ғылыми тұрғыдағы. State University деген бар, яғни Американың ішкі мемлекеттік университеттері. Біздің қазақтардың бәрі ең бірінші авторитетке, брендке, трендке асығады. Бірақ сізге не керек бар, егер сізден ол ақшаны суырып алып отырса? Оның атауы күшті, мысалы, Нью-Йоркта тұрасың, мен Нью-Йоркта тұрдым деп, бірақ мына жақта грубо говоря, жаңағыдай ақшаң жоқ, нем жоқ, қиналып жүргеннен не қажеті бар, surviving жасап жүрсеңіз, мысалы, қалай айтады, выживать етіп жүрсеңіз, не қажеті бар да, мысалы. Сондықтан сізге төлейтін университет таңдау керек, ал сізге төлейтін университеттер ол жағындай Public Research университеттер. Ол университеттерді қалай таңдайсыз? Тізімін қарайсыз, кәдімгідей сайттан қарап, ол жақта құжаттар кәдімгідей барлық университетке тапсыратындай құжаттар, тіл сертификаты, IELTS, TOEFL немесе Duolingo деген сияқты жаңағыдай мотивациялық хаттары, рекомендациялық хаттары. Ең бастысы жаңа GPA-ға көңіл бөледі. Егер біз бакалаврда сіз GPA-іңіз 3-тен төмен болса, онда кішкене қиынырақ болады ішкі грант ұтып алу. Сіздікі 3-тен 5-тен жоғары болса, және IELTS-іңіз 6-5-7 болса, сіз ішкі грант ұтып аласыз. Тіпті магистратуранда ішкі грантын ұтып аласыз. Докторантуранда ішкі грантын ұтып аласыз. Стипендия аласыз кәдімгідей, аптасына 20 сағат жұмыс жасап, магистранттар $1,200 дейін алады, докторанттар $3,000-3,500 дейін алады. Өте тамаша, прям бәрін шақылдатып, шемішкеде шақылдатып тұрсыз. Сіз болашақ бағдарламасына оқуға түсіп, грант жеңіп, бас тартыпсыз. Көп адам оған қол жеткізе алмай жүр. Неге? Өйткені оқиғамда өте айтайын, жалпы менің өмірімде отказдар өте көп болған. Бірақ сол отказдардың арқасында қайсарландым ба, жігерлендім ба деп ойлаймын. Бірінші отказ бұл виза жағынан. Мен Италияда оқып жүргенде Америкаға барғым келетін. Сөйтіп Америкаға барғым келетін, сол кезде бірінші туристік визаға бердім, отказ алдым. Сол кезде 2 миллион теңге компанияға ақша төледім мен. Бір компанияға 2 миллион теңге мен төледім. Олар маған шақырту хатын алып берді. Былай заңды емес ау деймін соған қарағанда. Жалпылама айтқанда мен отказ алдым. Одан кейін докторантураға түстім, сол жақта Калифорния деген неге. Бірақ одан да отказ берді. Бұл жерде мен өзімнің де қателігімді білем. Мысалы, консул сұрады да, Калифорния университеттен қандай университет дегенде, мен репутациясы жоғары университеттердің бірі деп айттым. Жоқ, олай емес. Ол Калифорния университетін сіз керісінше қандай не береді сізге? Оның курсы, профессорлар жөнінде айту керек та. Репутациясы жоғары екен, ол да біледі ғой, консулда. Мен солай айтқан өзім қателік деп ойлаймын. Үшінші рет мен ойладым, менде 2 отказ бар. Демек, мен визадан жаңағыдай өтетіндей, одобрение алатындай, гарантия болатындай не бар деп ойландым. Аяқ астынан Бостон университетіне тапсырдым. Құдай маған сол нәрсені бұйырып тұр екен. Грантты да, болашақта да бірден ұтып алып кеттім. Мен танысымда, ағамда, көкемде жоқ. 2022 жылы ешкім жоқ. Керісінше ата-анам шетелде оқымақ қой, ауылда жүр деген адамдар. Бірақ солай Құдай маған қарасты да ұтып алып кеттім. Аланың арқасында бірінші. Солай 2 отказдан кейін соң мен түсіндім, маған мемлекет, яғни сіз келгеннен кейін болашақ бағдарламасын 5 жыл жұмыс жасауыңыз керек, 3 жыл жұмыс жасауыңыз керек. Бірақ менің мақсатым басқа болды. Менің мақсатым докторантураны ұтып алу, Америкада сабақ беру, жұмыс жасау, бизнесімді дамыту болды. Сол мақсат болғандықтан, және мен мемлекетке көптен көп рахметімді айтамын, маған грант берген, бірақ мен ешкімге қарыздар емеспін. Келгеннен кейін отказымды жазып, қарызымды төлеп, берген ақшасын қайтарып бердім мемлекетке. Яғни адал тұрда, не тұрғыда және отбасылық мәселелерге байланысты мен отказ беруге, болашақтан бас тартуға бас тарттым енді. Содан кейін жүріп әйтеуір Америкада оқып жүрдім, докторантура, басқа университет, жаңа Калифорния деген I-20 деген нәрсе болады. Яғни сіз университетке түскен кезде сізге визаға I-20 деген қағаз береді. I-20 деп аталады. Ол қағазсыз сіз визаға кіре алмайсыз, яғни студенттік визаға. Сол визамды I-20 деген қағазымды Америкада жүріп ауыстырдым басқа университетке, яғни ауыстыру деген мүмкіндік бар. Transfer from one university to second university деген нәрсе бар. Солай трансфер жасағаннан кейін олар заңды жүрдім.
оқып жүрдім докторантурам, бірақ маған ұнаған жоқ. Бизнес администрейшн деген мамандық болды. Бизнес администрация деген бәрі бизнеске ұмтылғысы келеді, бірақ бизнес администрация көбінесе экономика жағын оқытады да, ал маған экономика жағы ұнаған жоқ. Маған басқаша жағы болды, сондықтан мен одан бас тартып 7 рет университеттердің барлығына тапсырып шықтым сол 2 жыл бойы. 2 жыл бойы 7 рет отказ алдым докторантураға түсе алмай Американың. Білмеймін, өйткені қателік менен біріншіден мамандықты дұрыс таңдамағанымда, екіншіден университетті дұрыс таңдамағанымда. Маған ешкім айтқан жоқ, білген жоқ, өзімнің білгенімен барып психологияға тапсыра бергенмін ғой. Психология деп. Өйткені өзім кім боларын білмей жүрген адаммын ол кезде. Өзіңіз ойлаңызшы, бір өзіңіз қыз бала шетелде қиын, ақша жағы, болашаққа қарызыңды қайтарасың, қиналып жүрген, ақша табуың керек, қайтаруың керек, мына жақта білім, заңды статус алғың келеді, өзіңді заңдастырып алғың келеді. Өйткені менде мынандай болды да, жоқ, мен ешқандай заңсыз жүрмеймін, маған Америка төлеу керек, мен төлемеймін деген принципте тұрдым да. Сол үшін күніге жасай бердім, бірақ бір нәрсесі жаратушыны ұмытып кетпеу керек қой. Өзімді кіші құдай сезім қоймайын, жаратушының арқасында, Құдайдың арқасында бір Алладан сұрадым. Бәрі сұрайды да, құпиясы не деп. Мен просто Алладан сұрадым. Я Аллахым, ең жеңіл жолмен, ең жаңағыдай ешқандай қиындықсыз чудо болсыншы деп. Дәл солай болды. Чудамен осы докторантурама түсіп кеттім. Ешқандай қиындық болған жоқ. Соңғысы болса болды, болмаса болды деп тапсыра салдым. 2 жыл іздеп, анализ жасап, өзімді қарастырып, басқа мамандықты іздестіріп, Аллахым маған соны себепші ретінде түрлі достарды жіберді, шетелдік. Сол докторантураға түскен, өздері көрген, олар айтты, мынаны істе деп, солардың арқасында өзім соларды зерттеп түсіп кеттім. Сол кезде мен түсінгенім, Аллаға не сұрайсың, Алладан не тілейсің, сол болады. Бірақ шынайы сұрау керек та. Бір сөзінде, Аллахым қайырлы жолмен жеңіл түрде жолымды ашы, чудо болсыншы. Представляете, менде ол кезде IELTS сертификатының уақыты өтіп кеткен. IELTS сертификатынсыз түсуіңіз керек. Ал мен бірақ Америкада 1 жыл оқыдым ғой. Сондықтан егер сіз Америкада 1 жыл оқысаңыз, транскриптіңізбен IELTS-сіз, TOEFL-сіз түсіп кетесіз оқуға. Докторантура болсын, не болсын, сол мені құтқарып қалды, және соны айтқан бір ирандық жігіт, соған алғысым шексіз, өмір бойы қарыздарым. Өйткені ол кезде менің миымда хаос болып жүрді да. Не істерімді білмеймін, қайда білмеймін, ақша жағынан қиындық. Бірақ дегенмен жаңағыдай жоқ, жетуім керек осыған деген нәрсе, және бір Алланың қолдауымен жеттім деп ойлаймын. Сөйтіп осы докторантураны алдым. Алғаннан кейін не деп ойлады дейсіз бе? Адамға ештеңе жақпайды ғой. Не үшін келдім мен не үшін оқып жүрмін, маған керек па деген нәрсе келді менің ойымда. Өйткені қиналып кеттім, шыны керек. Бизнесім бар, анау бар, сабақ бер, 5 жұмыс жасаймын. Университеттің департамент. Қандай жұмыстар? Біріншіден research assistantship, яғни профессор мен ғылым ассистенті болып жұмыс жасаймын. Teaching ассистенті сабақ беремін бакалаврларға. Сіз ойлаңыз, ағылшынша ол қазақша емес, алабы деп барып не істей салатын да. Примерно бір қарап па? Иә, примерно бір қарап. Ол жерде сіз толығымен ашып өтуіңіз керек, толығымен 1-2 күн бұрын дайындалуыңыз керек, жаттауыңыз керек деген сияқты. Сол болды. Одан кейін мен бизнесім бар, иә, қазір өзім жасап жүрген, қаншама адамға көмектесіп жүрген. Ағылшын тілінде үйретесіз? Ағылшын тілінде үйретеміз, IELTS-тарды үйретеміз, оқуға түсіреміз, визаға көмектесеміз, иә. Одан кейін бізде жаңағыдай не бар, teaching, research, одан кейін жаңағыдай департаменттің, біздің бөлімшенің, кафедрамыздың әлеуметтік желісіне жауап беремін. Одан кейін жаңағыдай контенті бар, несі бар деген сияқты. Одан кейін сабағым бар. Докторантура, ол жерде білесіз, ол магистратура емес, ол бакалавриат емес, ол докторантура. Әр сабаққа сіз презентациямен сабақ беріп дайындаласыз. Сізге үйретпейді, сіз үйретесіз басқаға. Мүлдем басқаша да форматы, және де ғылыми мақалалар күніге жазасыз, әр апта сайын жазасыз. Ағылшын тілінде. Қалай үлгересіздер? Осы Америкада қыздардан сұхбат алған сайын байқап жатырмын да, сіздер бір андай максимально өздеріңізді сығып аямай, ерте тұрып. Күніміз мысалы түнгі 2-ге дейін Қазақстан үшін жұмыс жасасаңыз, таңертең сағат 8-ден тұрып 3-ге дейін Қазақстан үшін жұмыс жасайсыз. Сосын 3-тен бастап ары қарай 1 сағат демалып алып, ары қарай Америка үшін сосын сабағыңды қойсыз, солай ғой, күніңіз солай өтеді. Жеке өмір деген суббота воскресенье болса болды, болмаса ол да жоқ. Саған сондай қарбалас, жалпы жаңағы оқу ордаларының бәрінде жүрсіз ғой, қаншама жерде көрдіңіз, білім алдыңыз деген сияқты. Шетелдік сол жоғарғы оқу орындарының Қазақстандағы жүйемен артықшылық кемшілігін айтып кетіңізші. Біріншіден, айтайын. Кешіріңіз, сөзіңіз бөлсем. Бізде мынандай нәрсе бар да. Бір мамандықты оқытады, бүкіл университеттің жүйесі сондай. Мәселен, ол мамандықты емес, бір
қайтадан басынан мектептегі программаны бірінші курста өтеміз, екінші курста сол бағдарламаға келеміз, бірақ онда да бір жаттанды баға үшін сияқты ма, бір өмірге қолданысқа қажет жоқ сияқты ма, сондай нәрселер менің миыма сыймайды, ұнамайды. Бізде Америкада енді мен Қазақстанда бакалавр оқыдым, салыстыра аламын. Аласыз, иә. Біріншіден айтатыным ол еркіндікте, ойдың еркін айта алмауымызды. Біз Қазақстанда оқығандар көбінесе қорқып отырамыз, қазір дұрыс емес айтып қоя ма, мына профессор қазір жоқ, сенікі дұрыс емес деп айта ма деп қорқамыз ойымызды еркін айтуға. Ал профессорлар онда керісінше айт ойыңды деп айтады. Американдықтар ойларын өте еркін айтады, және ұнамаса профессор немесе профессордың ойымен келіспесе, мен келіспеймін сіздің ойыңызбен, ол мына жерде мынандай ғой деп айтады. И профессор я деп үндемейді, оған ешқандай бағасын кемсітіп ондай ештеңе жасамайды. Зуб ұстап, артынан не істеп, ондай жоқ. Бізде ондай бар ғой көбінесе. Одан кейін элективті пәндерді таңдау. Ол сізге мына пәнді таңда деп ешкім күштемейді. Өзіңіз білесіз. Араластырып оқытады. Әркіммен араласып оқисыз, таңдағыңыз келсе таңдайсыз. Одан кейін профессорлардың қарым-қатынасы сізбен. Сізге мотивация беріп қояды, және сізге анандай жаңағындай сіздің бір жаттанды сөзіңізден гөрі өзіңіздің айтқаныңызды бағалайды. Көбінесе өзіңізден шыққан нәрсені, өзіңіздің тәжірибеңіздің, өзіңіздің осы уақытқа дейін жеткен жетістігіңіз, және сіз халықаралық студент болғандықтан салыстырмалы түрде айта аласыз ғой анализдерді. Соны айтқаны соны қатты бағалайды. Сондай. Бірақ енді профессорлерге де байланысты ғой, түрлі профессорлар бар Америкада да, ұнататын, ұнатпайтын, салыстырмалы түрде айтқан шамал мінезіне қарай сөйлеп бастайсыз, бірақ дегенмен де біз сияқты емес, артықшылықтар өте көп. Сосын сабақтар өте қызық болады, дискуссия ретінде болады көбінесе. Бізде жаңағыдай монотонно оқып беріп, ондай емес, лекцияда семинар деген нәрсе жоқ. Бізде тек қана апта сайын тапсырма береді, дедлайн, сол дедлайнға дейін тапсырманы орындап отырсаңыз болды. Апта сайын баға алу деген жоқ, ең соңында бір баға шығарады болды. Одан кейін экзамен деген жоқ бізде. Бізде ауызша, жазбаша экзамен деген жоқ. Бізде көбінесе тек қана топтық жұмыс. Топпен белгілі бір слайд жасайсыз, топпен белгілі бір проект жасайсыз, соны қорғап шығасыз. Жеңілдірек. Қазақстанға қарағанда. Ал Қазақстанның қандай артықшылығы бар шығар енді? Қазақстанның артықшылығы тәртіпке үйретеді. Бірінші, Қазақстан мысалы бакалаврға мен сабақ беремін, кез келген киіммен келеді. Қысқа киімдермен де келеді, үйінде жатқан киіммен де келеді. Кішкене әсер етеді сабақ беретін адамға. Ой, бөлмеймін десеңіз де ойыңыз бөліп кетеді. Пижамамен келеді. Одан кейін жаңағындай кез келген тамақты жеп отыра береді. Былай да отыра береді. Ал сөйлеуші адамға кішкене әсер етеді ғой, бәрібір де. Сабақ беріп отқанда мән бермеймін десең де мән беріп қаласың. Ал Қазақстанда ондай емес, қатаң тәртіп. Соған қарай. Одан кейін бізде жаңағыдай келу міндетті деп қатты тексереді Қазақстанда, ал Америкада өзің үшін жауап бересің. Келмесең, баған төмен, келсең жоғары. Сол үшін келесің. Білім үшін келесің да. Күшті. Қазір мысалы қазіргі таңда жалпы нарыққа, қоғамға қарайтын болсақ, баяғыда осыдан бір 5-10 жылмен салыстырғанда шетелге шығатын адамдар саны аз болды. Тіпті ағылшын тілін білетіндердің өзі бір қолмен санарлық сияқты болып көрінетін. Қаладағылар, мүмкіндігі барлар болмаса. Қазір халықта қиындатпауды үйренген сияқты, шетелге де жиі шығады, адамдар да оқуға жиі түсіп жатыр жастар. Сіздің ойыңызша эксперт ретінде жалпы Қазақстанда ағылшын білетіндердің саны қанша пайыз деп ойлайсыз? Өсу бар ма? Оған не әсер етіп жатыр? Қазақстанда ағылшын тілі білу өте жоғары деңгейде болып жатыр қазір. Өйткені оған әсері біз сияқты мамандардың көбеюінде, одан әсері әлеуметтік желіде көбірек адамдар айтып бастауында, жаңағыдай мүмкіндік екендігін түсуге болатындығын. Оның әсері балалар, жас өспірімдер көбінесе шетелде оқығанның артықшылықтарын білуде. Және көптеген біздің балалар, студенттер болсын, басқа адамдар шетелде тұрып, шетелдің білімін, ол жақтың артықшылықтарын, ол жақта жалақыны жоғары табуға болатындығы мүмкіндігін беріп, жаңағыдай былайынша айтқанда комфорт зонадан шыққысы келіп оқиды көбісі, көргісі келеді. Өйткені шынымен ғой, өмірде бәрін көрген дұрыс, бір ғана мемлекеттен шыға бермей, және қазіргі ата-аналар көбінесе балаларын шетелде оқығандығын қалайды. Өз-өзіне жауапкершілікті алып үйренсін дейді. Мысалы Қазақстанда әкесі бар, шешесі бар, туысы бар, әйтеуір бір тығырықтан алып шыға алады деген не тұрады ғой, бір үлкен қолдау. Ал шетелде онда ешкім жоқ, жауапкершілік өзінде, соны қалайды әке-шешелер жіберуге. Одан бөлек бір оқиға мен айтайын, бұл енді жаңағыдай бір құрбымның оқиғасы.
ол күйеуінің жаңағыдай ортасы дұрыс емес болды Қазақстанда. Мысалы ішкілік орта, ойын ортасы, сол ойыннан шығару үшін көшіп кетті. Қалайда. Содан кейін шынымен де артқа қараса Москва ақша жоқ болып қалады, сол үшін күнделікті жұмыс жасау керек шетелде. Бір күн жұмыс жасамасаңыз бітті. 1 айлық ақшаңыз жоқ деп есептей беріңіз да, немесе қиналып қаласыз деп есептейміз. Қазақстанда мысалы 1 апта ұйықтай берсеңіз болады, әйтеуір ақша тауып бересіз. Ондай емес. Бір күн болсын құр кетпеу керек, жұмыс жасау керек. Сондай мақсатпен ол кісі қазір өз-өзіне жауапкершілік алуды үйренді, жаңағы жаман қасиеттерін доғарды. Ол да әсер етеді. Көп адамдар сол үшін де барғысы келеді. Өз-өзіне деген жауапкершілік көбейеді, иә, көбейеді. Сосын жаңағыдай түсінеді да ақша табу керек екендігін, күнін алып жүру керек екендігін. Қазақстанда енді бәрібір де комфорт. Бәрібір де комфорт. Ал сондай шетелге балаларын жібергісі келетін қазіргі ата-аналарға, орта буынға, бізде болашақ анамыз, қандай кеңес берер едіңіз? Қорықпаңыздар, жіберіңіздер. Ол инвестиция білімге салған. Керісінше өзіне 2 есе ертең алдынан қайтарып келеді. Бірақ енді балаға да байланысты, мен бәріне деп айтпаймын. Одан мықты нәтиже шығаратын адамдар көп. Бірақ көбісі шетелде оқығандардың барлық мықты нәтиже шығарып жатыр. Болашақпен болсын, болашақсыз болсын. Google компаниясынан, Apple компаниясына жақында басшысы болған адам Бостон университетінде болашақ бағдарламасын бітірген. Көрдіңіз ғой, демек бәрібір де оның әсері бар. Ол кісінің бэкграундына қарасаңыз, по-любому да бакалаврды да сонда шетелде оқыған, көрдіңіз бе, бәрібір алдыға жүресіз сіз. Мысалы, Қазақстанда 4 жыл оқығанда шетелде 4 айда үйрене аласыз. Сондай ерекшеліктер бар. Бірақ Қазақстанды жаман демеймін, бізде де мықты мұғалімдер бар, мықты профессорлар бар. Дегенмен қоғам әсер етеді ғой, қатты. Қойш, бәрібір де анда жақта сен жұмыс жасамайсың, диплом жатады, анда-мында дейді. Диплом алу керек, университет керек, университеттік білім. Өйткені адам сол университеттік біліммен қалыптасады, балалар мектептен кейін көбінесе. Ал бізде қазір жаңағыдай контент менеджер бола сал, анадай бола сал деп SMM бола сал, не аласың, диплом бәрібір қалады деген оймен. Жоқ, керек диплом, оқу керек. Оқыған сайын, көз ашылған сайын түсінеді. Өз-өзін алып жүруді, жалпы өмірде өзінің құндылығын түсінеді. Ал ондай адамға үнемі жақсы нәрселер, жақсы табыс, жақсы жұмыс жолығады. Дипломмен жұмыс істемесең де, бәрібір жоғарғы оқуды бітіруді сіз жаңағыдай кеңеспеймін. Өйткені ол әсер етеді баланың адамның. Мировоззрение, көңіліне, бәріне әсер етеді. Қараңызшы, енді сіздер көбіне шетелде оқитын жастар бітіріп келеді, мысалы сіз сияқты PhD, докторантура, ғылыми деген сияқты Қазақстанға келгеннен кейін көпшілігінің максимум курс ашады. Енді ол сізге жалпы тиісу емес, жалпы айтып жатырмын, қоғамдағы нәрсе. Курс ашады, ағылшын тілінде үйретуді насихаттайды, ол өте жақсы, әрине өте жақсы. Және де визаға тапсыруды үйретіп кетеді. Өкінішке орай бір ғылыми академия құрып, сондай бір ғылыммен Орта Азияда, Қазақстанда ашып жатқан жастарды мүлдем естімейміз. Осы тұрғыда сіздің ойыңыз қалай? Әлде оған мемлекеттің тарапынан бір үлес керек пе? Негізінде ғылым саласында жүрген, шетелде оқыған жандар өте көп негізінде. Біз ондай адамдарды Қазақстанда бағаламайды. Мысалы, сіз салыстырмалы түрде қарасаңыз, жай ғана күнделікті аға деген блогерлердің саны, подписчиктердің саны көп, ал білім туралы, ғылым туралы айтып отқан адамдардың подписчиктердің саны көп, оқырмандардың саны аз, өте аз. Ол дегеніміз өзіңіз-ақ түсіне беріңіз. Қазақстанның сана сезімнің қай жақта екендігін түсіне беріңіз. Ол бәрі емес, халықтың. Оларды өте көп, бірақ көтеріп алға қарай дамытып жатқан адамдардың саны аз. Оларда оқырмандар саны аз. Олар өздері оқып, өздері жасап, үндемей жүре береді, сондықтан адамдар оларды білмейді. Бірақ мен білетін адамдар өте көп. Одан бөлек жаңағыдай виза ашады, не үшін ашады? Өйткені Америкада оқығанда оларға қосымша табыс керек. Бар білгені сол, білгенімен бөліскісі келеді. Оның ешқандай да айыбы жоқ. Көмектессін, алсын. Өйткені халық көп, әр адамның өзінің берекесі бар. Бір-біріне конкурент деп ондай таласудың қажеті жоқ. Әр адамның өзінің берекесі бар. Табысын, көрсін, білсін, білгенмен бөлсін. Оның өзі үлкен сауапты іс. Одан бөлек Қазақстанда өкінішке орай өз күшіммен жұмысқа тұруға мүмкіншілік аз. Өз біліммен жұмысқа тұруға. Менің басымда өте көп. Мен мысалы министрлікке барғанымда кезінде мен Қазақстанда жұмыс жасағым келді. Не үшін кетіп қалды деп ойлайсыздар? Өйткені министрлікке барғанда мен өтіп тұрмын, интервьюдан да өтіп тұрмын. Бірақ маған кәдімгідей дәлме-дәл көзіме айтты: сіздің орныңызда жоғары жақтан хабарласып қойды, соны алып қойдық деп шақырып ал. Содан кейін сіз сенесіз бе әділдік барына?
ол осыдан қаншама жыл бұрын еді, бірақ дегенмен де ол өзгере қойды деп ойламаймын мен. Одан бөлек біздің Қазақстанда министрлік болсын, басқа да жақтарда, енді барлығын емес, жалпы мемлекеттік жұмыстарда көбінесе адамның уақытын бағаламайды. Мәселен, бізде Америкада сағатына қарай ақша алса, ол жақта бағаламайды, сен білімің бар ма, жоқ па, әйтеуір әркім өзінің таныстарына келіп отырғызып қояды, болды. Көбінесе, бәрі емес. Мүмкін барша таныссызда кіріп жатқан адамдар. Оларға сөзім жоқ. Бірақ менің көргенім осы, сондықтан олар не істейді? Бар білгенмен бөліседі. Оларда нан табу керек, оларда білгенмен бөлісу керек деген секілді. Сол жолды таңдайды. Сол жолды таңдайды. Бірақ мен амал жоқтан емес, менің мақсатым мүлдем бөлек болған. Мен сонау 2020 жылы жасаған. Менің мақсатым білгенмен бөлісу болды. Бірінші ниетім таза болды. Өзімде талай рет алданып не істеген, ондай біреуді алдау деген мақсатымда да, ойымда да, ниетімде де жоқ. Сондықтан сондай нәрсеге барады, бірақ сізге тағы да айтамын, біздің қоғамда өкінішке орай жай ғана менің соңғы егер уақыттарыңыз болса да, жаңа оқырмандарға айтайын, соңғы рилстарыма кіріп комментарийді оқысыншы, біздің сана сезіміміз қай жақта екендігін түсінеді. Оқу жөнінде сұрақ қояды десек, бакалавр деген не деген сұрақ қояды, GPA деген не деген сұрақ қояды. Одан кейін біз ғылым туралы не айтамыз одан кейін. Енді ғылым туралы айтып бастасақ, сен неғып жүрсің өйтіп, сен тұрмысқа шықсай, саған не керегі бар, үйінде отырмайсың ба, сол бір шетелдің жігітіне тұрмысқа шығып алып жүріңдер, былайынша айтқанда бір жерлерін сатыңдар деген сияқты әңгімелер кетеді да, былайынша айтқанда. Одан кейін бәрі емес, бірақ көбінесе қоғам. Дей тұрғанмен сіздер сондай ғылым білім жайында контентті тоқтатпау керек деп ойлаймын. Ол бәрі бірде біздің қоғамға әсер етеді. Сіздер алып жатқаннан кейін. Біз енді мен енді көбінесе мақтану емес, арасында көптеген стипендиялық бағдарламалар, неше түрлі бағдарламалар, мүмкіндіктер туралы көп жариялаймын. Каналда да жариялаймын. Ойлаймын, өзі тапсырса да мен оған мен тапсыр демеймін ғой, бірақ дегенмен өзі тапсырса да мүмкіндіктер бар екенін көрсетіп жатырмын. Күшті. Қолымнан келгенше. Қазір бұл тақырыпқа ораламыз. Журналист Дархан Әбдік бір берген сұхбатында қазір бәрі Қазақстанда шулап жатыр ғой, айтқан еді, енді жас келген кісі ғой. Кезінде маған осындай Европадан, Америкадан ұсыныс түсті. Бірақ елім өзгереді деп Қазақстанда қалған едім. Бірақ қазіргі жастарға айтарым, қалмаңдар, Қазақстан өзгермейді, беті қазір жақсыға бері қарамайды, шетелде қалып кетіңдер деген ой насихатты үгіттеп жатыр. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Болашақта келіп, әрине сіз онлайн беруге тырысып жатсыз, контентпен де, өзіңіздің ақылы курстарыңызда келу, өзгерту. Мен қазір енді ағылшын айтады ғой, never say never деп. Ешқашан деп айтқым келмейді. Өйткені кім біледі, мүмкін Қазақстан бір керемет жігітіне ғашық болып қалып, күнім осында сондай болып қалуы мүмкін ба. Бірақ Қазақстанға келмеймін деп те айтпаймын, келемін деп те айта алмаймын. Қазіргі ойым, менің оқуым әлі 4 жылым бар. Жұмыс жасаймын. Менің мақсатым әлемдік университеттерде сабақ беру. Бір жерде отырып қалу емес, әр университетте. Назарбаев университетіне барып 1 сағат лекция оқу, басқа университетке барып 1 сағат лекция оқу деген сияқты. Ол деген сөз өзімнің де құндылығым және басқаға да жақсы нәрсе үйрете алу, практикамен бөлісу, өмірлік. Демек, мен былай айтқанда freedom of movement деп айтады, еркіндік құқығына ие болғым келеді. Біз қазір еркін деп ойлаймыз, бірақ біз еркін емеспіз. Өйткені сізде мысалы виза жоқ, сіз Америкаға шығып кете алмайсыз, сіз еркін емессіз, сіз Қазақстанда ғана жүре аласыз. Европаға барасыз, 2 апта ғана еркінсіз, одан кейін сіз еркін емессіз. Ал мен сол еркіндікті алғым келеді. Демек, ол еркіндік болса, сіз бүкіл әлемге ашық адам боласыз. Ал бүкіл әлемге ашық адамға бүкіл мүмкіндік болады. Демек, мен Қазақстаннан бас тартамын демеймін. Қазақстанға келем, ата-анам осында, туыстарым осында, мені өсірген, мені осы деңгейге жеткізген мемлекеттен қалай мен бас тартамын? Бірақ мүмкіндік барда пайдаланып қал деп айтамын барлығына. Пайдалан, оқы, көр, қасқырдай болсай, до конца жеткісе, алсай бүкіл беріп тұрған нәрсені. Қазіргі моментте беріп тұрма, ал. Жасап тұрма, жасап ал. Кейін сен қандай болатын кім білет? Ертең бармыз ба, жоқпыз ба, бір ала біледі ғой. Сондықтан мен бүгіндік күнмен өмір сүремін. Әдемі. Парақшаңызда да осы ойды насихаттайсыз, жалпы жеке брендіңізді бастағанда, бизнесіңізді бастағанда қандай қиындықтар, фейлдар болды? Қалай жеңдіңіз? Қазір қандай деңгейде? Өте көп қиындықтар болды. 2020 жылы негізі. Оған дейін біраз кім боларымды, не боларымды білмей жүрдім. Қазір көптеген адамдардың басында өтіп жатқан шығар. Бірақ ол кісілерге айтарым, ешқандай да қорықпаңыздар, ешқандай да уайымдамаңыздар. Егер кім боларыңызды
қандай немен жұмыс жасағыларыңызды білмей жүрсеңіздер, жай ғана қағазға өзіңіздің болғыңыз келетін нәрсенің бәрін жаза беріңіздер. Мен әйтеуір сол қағазға түсірудің арқасында кезінде 2016-2017 жылдары менің білім оқу орталығым бар, мен Америкадамын деп кәдімгідей нақты жазған екем. И сол нәрсеге жетіп отырмын да. Менің үйім бар, мен енді материалдық жағдайды алып тастағанда. Сол нәрселердің бәрі орын алды. Демек, адамның миына қалай команда береді, дәл солай болады. Содан кейін 2018-19 жылдар сол не барын білмей кітап та саттым, киім де саттым, футболка да саттым, ағылшын тілі курс марафондарын жасадым, әйтеуір жаймен соған келдім. Одан кейін Италияда оқып жүрген кезде жаңағыдай мақалалар жаздым, диссертациялар жазып, ақылы түрде. Одан кейін 2020 жылы карантин болып жатқанда бастадым мен. Карантин уақытында ең алғаш рет 13 студент оқуға түсіріп, Италияға ағылшын тілінде қосымша үйретіп жүріп, өзім бизнестен түк хабарым жоқ, 0. 60.000 теңге таргетке салдым, солай бастап кеттім, болды. Ешқандай хабарым жоқ, ештемем жоқ, көкемде, ағамда ешкім жоқ, әйтеуір ұрынып. Бірақ бір ұрынған нәрсем, сол кезде маған келген адамдарға маған жаңағыдай шақырту хаты келмей жатып, ақша төлемейтін еді бұрында. Ешқандай ақша, контракт бар, бірақ ақша төлемей. Солай 6 миллионға алдап кеткен. Мен алдап кеткен. Сізді алдап кетті. Бірақ ол адам оқуға түсіп кетті. Иә, оқуға түсем де төлеймін деп. Соңы қалай аяқталды? Соны мен ештеңе жасаған жоқпын, білмеймін қазір не болған, бірақ өзі оқуға кетті ма, кетпеді ма білмеймін. Одан бөлек өзімнің мектебімде бір жоғары сынып оқыған бала мені шақырып, менің арманым сайт ашу болатын тұғын. Үлкен сайт, мүмкіндік, бәрі кірсе, тапса университет. Сондай жасап берем деп алдап, жаңағыдай, ойбай, тез сайтқа ақша керек болып жатыр, сайтқа ақша керек болып жатыр деп маған күніге хабарласып, солай 2 миллиондай ақшаны мен сорып алып, кейін түсіндім, ол адамның мені алдағанын. Сондай алданғандарым болды, өйткені менің білімсіздігімнің, әлі де балалығымның, ол кезде жасым 22-де, әлі де көп нәрсені білмегенімнің, кейін үйреніп, басымда анда соғып, мұнда соғып, әйтеуір қазір бір системаға келдім, белгілі бір жүйені жасап алдым, өзімді қалай ұстауды, адамдармен қалай сөйлесуді үйрендім, не бар, не керек. Жалпы былайынша айтқанда, мінезімді дұрыстады бұл саласы. Өйткені неше түрлі адам бар. Неше түрлі адамның арқасында осы жақсы, енді керемет емес, бірақ әйтеуір адамдармен қарым-қатынас жасай алатындай мінезге келдім деп ойлаймын. Кәдімгідей пісітті, өйткені мен артымда тұрған күйеуім жоқ. Әкем мен анам мен ата-анам бар, оларға мында бір рахмет, бірақ ол кісілерге айта бермейсіз ғой, менде мынандай айналсын келмесе қоя сал дейді ол кісілер. Бірақ өзімнің ішімдегі ана мақсат бар да, жоқ, мен жетуім керек. Шаршайсыз, былай орысша айтқанда выгорание да болады, бірақ жақсы көргеннен ба, білмеймін, әйтеуір адамның эмоциясын көргенде рахаттанамын да. Ура деген кезде, виза алдым, ура оқуға түстім деген кезде кайф сезім да, прям вау. Сіздің икигайыңыз, ол адам, мен көбінесе беруші екенмін. Сыйлық сыйлағанды, сол эмоциясын көрсетсе, мен рахаттанады екенмін. Сондай сезімнен, сол сезімнің арқасында ма, әйтеуір бұл өмірден өткенде, Маржан кім дегенде, осыншама адам маған көмектескен деген адам сөз қалса да, әйтеуір жақсы сөз қалса да деген мақсат қой. Өйткені бәрібір білімнің соңына да, бәрібір материалдық жағдайдың соңына да жете алмайсыз. Өйткені бәріміз кетеміз ғой. Бәріміз бұл өмірде қонақпыз. Сондықтан бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізді жақсы сөздер айтып өткенде не жетсін? Адал жолмен қызмет жасап. Жаңа сізді 8 миллионға лақтырып кеткен кезде өзіңізді қалай алып шықтыңыз, және артыңызға қарағанда Алла тағала сізге нені түсіндіргісі келді деп ойлайсыз? Алла тағала маған мінезіңді қатайт, көп адамдарға аңқау бола берме. Бұл өмірде аңқау болсаң қаласың деген нәрсені түсіндірген шығар. Одан бөлек 8 миллионға алданғанымда оның бәріне рахмет айтамын, өйткені мен ненің қалай жасау керек екендігін үйреніп бастадым. Кіммен қандай қарым-қатынас жасау керек және қалай жұмыс жасау керек. Ол кезде мені шығарып алған сол ситуациядан тек қана бір ала. Тек әрине көздің жасы, басқа нәрселер болады, бірақ жасай бердім және Италияға кетіп қалдым. Сол кезде магистратура оқып жүргем, сол Италияның ол жақ бір андай
былай долче вита деген өмір ғой. Маған ұнайды Италия. Өйстіп жаймен асықпай кофелерін ішіп әңгіме айтып ешқайда аспайды, сол вайб мені шығарды деп Алып ойлаймын. шығарды, саяхат, Алып иә. шығарды, иә. Европаға жалпы оқуға көмектесемін дедіңіз, виза алуға. Қандай кейстарыңыз бар? Қанша адамды шығардыңыздар осы уақытқа дейін? Кейстар өте көп, енді нақты сан емес, өйткені өте көп болды. Мәселен, осы жай ғана жақындағы бүгінгін айтайын. Бүгін мысалы одобрение болды, мақұлдады. Ол кісі ешқандай да жаңағыдай ешқайда бармаған, Шетелге шығып шетелге көрмеген. шықпаған. Мен ол кісіні Гарвардта болатын бір конференцияға барады деп, шыменде қатысқалы жатыр деп шақыртумен жасап, солай визасын алды. Одан бөлек жақында бір кісі болды, бір қыз 4 рет отказы бар. Яғни айтқым келеді, отказдан қорықпаңыздар. Отказ болса да одобрение алу мүмкіндігі бар. Ол қыз бір рет Астана, Алматыдан, Миланнан алған. Соңғы рет менімен тапсырып 10 жылға одобрение алды. Демек, мен де сіз арқылы Америка виза Құдай аламын. қаласа. Енді мен сіздерге андай құдай емеспін ғой, гарантия Әрине, беріп, бірақ кейсіңізді жақсылап беруге, анализ жасауға және интервьюға қалай сөйлеу керек бәрін дайындап, Оған ағылшын тілін білу керек пе? жоқ, орыс тілінде де болады, қазақ тілінде де болады. Қазақ тілінде өтетін болсаңыз Бірақ қандай аудармашы болады. сөздерді айту керек? Иә, сол жағын бәрін дайындап, өзім әр клиентке өзім жеке жұмыс жасаймын. Қосымша қасымызда қызбен бірге, өйткені әр адам мен үшін маңызды. Сол анау жетістікті көрген сайын ғой, тағы бір одобрение ғой деп. Әрбір қазақтың көкірек көзінің, көкжиегінің ашылуына, жаңа әлемдерге жол табуына көмектесіп жатырмыз ғой. Бәрі сұрайды да, барғаннан кейін жұмыс жасап қалсам деген сияқты. Мен айтам, оқуға барсаңызшы. Сізді керек қылсын да, не аласыз ол жаққа, өз-өзіңізді төмен сатыда көрсетіп деп айтам да. Сол жақта жұмыс істеуге қалай қарайсыз? Жұмыс істеуге де сіздер жол көрсетеді екенсіздер, иә? Бүкіл елдерге. Жоқ, қазір көрсетпейміз, бірақ жалпы консультация беріп, былай істеуге болады деп айтамыз. Жұмыс істеуге болғанда, көбінесе қазақтар немен айналысады Америкада? Ол салонмен, мысалы шашты бояу, ол $200 көлемінде, $200 ары қарай қасыңызды жасау. Егер сіз қыздар бояндыруды білсе, шаш не істеуді білмей, Қазақстанда сіз бағаланбай жүрген болсаңыз, Америкаға барыңыз, бизнес ашыңыз. Маникюрлар, иә, олар бағасы өте қымбат және жақсы ақтап аласыз. Үйіне барып жасасаңыз да. Одан бөлек қандай нәрсе бағаланады? Көбінесе жаңа қазақтар мувинг компания жасайды. Үйді көшіру, үйге жаңағыдай заттар орналастыру деген сияқты. Одан бөлек жаңағыдай трак айдау деген сияқты, иә. Одан бөлек қандай жұмыстар бар? Uber деген жаңағы такси болу. Яндекс сияқты. Солай таксист болады, немесе DoorDash деген жаңағы доставкамен айналысады. Солай әртүрлі доставкалармен неше түрлі жақсы ақша тауып, келіп 2-3 ай жұмыс жасап, ақшаларын тауып, Қазақстанға келіп, үйлерін соғып алған, машина сатып алған адамдар өте көп. Демек, сен ол жағынан да консультация алуға Иә, болады. консультация беруге болады. Тілдік курстарыңыз қалай? Нәтиже шығарып, IELTS алып жатқандар бар ма? Иә, тілдік курстар бізде онлайн, Zoom-мен, кәдімгідей бетпе-бет болады. Өйткені мен видео сабақтарды мақұлдамаймын. Қосымша видео сабақтар беріледі, бірақ нәтижеге не үшін келеді адамдар? Өйткені сізді сүйреп мотивация үшін келеді. Былайынша айтқанда мейірімділікті сатып алады да олар. Өйткені оқимын деген адамға YouTube тұр, басқа да қосымшалар тұр, оқимын жетем деген адамға бәрі тұр бұл өмірде. Бірақ олар не үшін келеді ағылшынға? Оларға мотивация керек. Жаңағы адам бір нәрсені істеген сайын шаршап қалады ғой. Сол кезде, сен қолыңнан келеді деген жай ғана бір сөз ғой, жылы сөз, сол үшін келеді. Сондықтан бізде мұғалімдерге айтатынымыз Zoom-мен өткізу, және де кәдімгідей нәтиже шығарып жатқан студенттер өте көп. IELTS-тан 6-5, 7 алып, конференция бар, оқуға түскенде бар. 2 айда, 3 айда деңгеймен. Бигинермен келсе де? Жоқ, бигинермен келсе 1 жылдай кемінде дайындалу керек. Өйткені ол бәрібірде деңгей. Қазір мен докторантпын, әлі оқып жүрмін да. Өйткені сіз тілдің шынына жету үшін сол елдің азаматы болуыңыз керек. Немесе туылғаннан сол жақтан үйреніп жүрген адам болуыңыз керек та. Сондықтан ол өмір бақи оқу, оны біте алмайсыз. Бірақ дегенмен 1 жылда оқып, бигинермен келсеңіз нәтиже шығаруға болады. Ал егер сіздің деңгейіңіз орта деңгей болса, интермедиат, онда күніге дисциплинамен, күніге 2 сағат, 3 сағат оқып, сіз 2 айда, 3 айда ала аласыз. Ал сіз қалай шаршап қалмай, мысалы ауылда оқыдыңыз, ағылшын тілін білмедіңіз,
осындай деңгей нәтижеге жеттіңіз? Мұғалім болу, ағылшын тілінде сабақ беру. Бір лайфхактар бар ма тіл үйренуде? Мен өзім де қазір тіл үйреніп жүрмін да, бір 3 курс ауыстырып тастаған шығар енді. Оңай емес, білім жолы әрдайым көңілсіз, іш пыстырарлық, скучный деп жатады ғой, және қиын, мойындау керек. Иә. Мінез деп ойлаймын. Адамға білімнен бөлек мінез керек. Егер сіз мықты білімді болсаңыз да, мінезіңіз слабый болса, әлсіз болса, сіз жете алмайсыз жетістікке. Мен білемін көптеген мықты, менен де мықты білімді. Бірақ жоқ. Мен керемет білімдімін деп айта алмаймын. Өйткені менен де мықты білімділерді білемін. Бірақ мені алып шыққан мінез деп ойлаймын. Мен анау сила воли деп айтады ғой, қайсарлығым мықты да. Қайтпайтын. Сол қасиет деп ойлаймын. Осы деңгейге жеткізіп, әлде жоғары деңгейге жеткізетін. Ал жаңағыдай қандай әдістер деп айтатын болсаңыз, мен өзім курсқа барған емеспін, өз-өзімді оқытқан адам. Демек, бұл мінездің арқасы. Күнделікті өзіме тапсырма беретін. 2-3 сағат сен оқисың. Бүкіл нәрсені өшіріп таста, сен только оқы. Өз-өзім оқымасам, өзімді жеймін сосын. Қайдан оқисың? Ютубта ашам, ананы ашам, кітап. Мен негізі үйренгенім кітап. Ағылшынша кітаптар көп оқыдым. Дауыстап. Егер сіз ағылшынша кітапты дауыстап оқысаңыз, біріншіден жаңағы произношениеңіз дұрысталады, екіншіден әрбір оқыған сөз мынау жаңағыдай қорыту, сана, ауыздан шыққан нәрсе миға автоматты түрде барады. Үшінші, жазу. Кәдімгідей заметка, ештеңе жазу емес, ақ парақпен, ручкамен жазу. Сіз ойыңызға келген нәрсені түсінігіңізбен ақ параққа жазсаңыз, жаттанып қалады. Және түсінік айту, өзіңізге өзіңіз айту сөйлеп. Айнамен көбірек жұмыс жасау. Менде техника сол болды. Айна, яғни бірінші кітап оқимын. Не түсіндім, жазам, ерінбей жазып шығам, одан кейін барып айнаға қарап айтам. Сол методты күніге жасасаңыз, сізде спикингті, райтингті, ридингті дамиды. Мұғалім мықты бір Гарвардты бітірген мұғалім берсе де, әлемнің мықтысының мықты мұғалім берсе де, егер өзіңіз оқып ашпасаңыз, нәтиже болмайды. Сондықтан оқу керек, өзіңіз бірінші ашу керек, өзіне байланысты. Мені бір ұзақ процесс болды ол жету, оңай болған жоқ. IELTS-ті 4 рет тапсырдым. Біріншісінде 5-те 5 алдым. Жылап, еңіреп, Қытайға оқуға түсе алмай, одан Англияға түсе алмай, сондай болған. Екіншісінде 6-та 5, үшіншісінде 7, төртіншісінде 8 алдым. Демек, уже техникасын үйреніп алсаңыз, ары қарай. Сосын IELTS-тан 8-9 алады деген ол ағылшынша супер-пупер біледі деген сөз емес. Ол белгілі бір логикасын түсінсеңіз, әдісін түсінсеңіз, сіз жоғары баға аласыз. Ол жерде тілден бөлек көкжиекті қаншалықты ашық соған да байланысты. Анализ жасау. Өйткені сіз мысалы әлемнен түк хабарыңыз жоқ, бірақ ағылшыныңыз супер болса, сіз бәрі төмен аласыз. Өйткені ой сана соның бәрі есептеледі. Ал сізге айтар кеңесім, өзіңіз мысалы енді уақытыңыз болмаса, ағылшынша подкасттарды жолда тыңдаңыз. Белгілі бір уақытты таңдамау керек. Мен осы уақытта оқуым керек деген уақытты таңдамаңыз. Жолда кетіп бара жатсыз ба, машина айдап бара жатсыз ба? Түсінбесеңіз де тыңдаңыз. Күнде құлағыңыз үйренеді. Түсінбесеңіз, BBC Learning English дегендерді көп тыңдайтынмын мен. Жаңалықтар тыңдаңыз. Түсінбесеңіз де скучно, білем, қызықсыз. Бірақ тыңдаңыз, білем. Мақсат бар, бірақ алда. Өзіңіз андай ғой, не үшін маған керек ағылшын тілі деген нақты мақсат тапсаңыз, сіз жетесіз. Бар ғой енді. Демек, сізде қазір әлі нақты мақсат жоқ. Сізге жалпы керек деген нәрсе тұр да. Нақты деген нәрсе жоқ. Егер нақты болса, уже сізде нәтиже болады. Дедлайн уақытпен шектеу керек па сонда? Өзіңіз шектеп отыруыңыз керек та. 2 айда менде мынандай болу керек деген сияқты. 3 айда менде мынандай. Сосын менің спикинг клубтар именно американдықтар беретіндер Астанада көп болды. Соларға көп бардым. 2000 теңге болды. Түсінбесем де айта алмасам да әйтеуір айтып қалуым керек. Не істеп қалуым керек. Одан кейін Литваға оқыдым. Сол кезде кәдімгідей барьерамды жеңдім. Қазақстанда бәрібір жеңе алмайсыз. Литвада бір литвалық қыз бар, ол қызға үнемі рахметімді айтамын. Сол қызбен күні келіп, мен бұл қызбен 2 сағат сөйлесім ертең. Өз-өзіме санап, не берем, отчет берем. Сол қызбен сөйлесіп, мен жеткіздім деп ойлаймын. Әлде де мысалы 1 ай сөйлеспесеңіз, уже қандай деп ойлап қаласыз да, тілді практика жасау керек, үнемі практика жасау керек. Сізге кеңесім қазақ мұғалім емес, мүмкін американдық мұғаліммен оқыған. Бірақ бірінші қазақ мұғаліммен нақты түбін біліп алсаңыз, ары қарай спикингқа американдық мұғаліммен.
ағылшын кітабы көп оқыңыз. Ана elementary деңгейге арналған, pre-intermediate деңгейге арналған кітаптар бар ғой, соларды көбірек оқыңыз. Күшті, сіздің жанарыңызға қараған сайын ішімде от шығып жатыр, лаулап жатыр. Өмірімде сигнал көбейіп кетті, және мен көрермендеріме де кеңес беруші едім. Сіздің осы 20-ға жуық қызметкерлер жұмыс жасайтын компанияңыздың өзге Қазақстандағы компаниялардың артықшылығы қандай, енді көрерменге нақты түсінікті болу үшін айта кетсеңіз? Немен айналысатыныңызды ма? Жалпы бізде оқу орталығы Education Consulting Company. Бұл компанияда біз немен айналысамыз? Біз Европа, Америка оқуға, стажировкаға, бакалавр, магистратура, докторантураға оқуға түсірумен айналысамыз. Одан бөлек жаңағы тілдік сертификаттар IELTS, SAT, Duolingo, TOEFL-ға тапсыруға дайындаймыз. Одан бөлек хаттарын жазуға көмектесеміз. Визаға, ақш, Европа визаларына көмектесеміз. Жалпы шетелге қатысты не бар, соның бәрімен көмектесеміз. Сенімді түрде жасап береміз. Бірақ тек қана work and travel деген немен бағдарламамен айналыспаймыз. Қалған au pair деген жаңағыдай шетелде жұмыс жасау, 3 ай жұмыс жасау дегендер бар, қыздарға арналған. Солардың барлығымен біз айналысамыз. Таргеттен бір видеоңызды көрдім, Жапониядағы лагерь деген, бәрі де байқаған шығар, тегін жұмыс деген сияқты, тегін деген дүние көп. Мен не деген батпан құйрық деп ойлап қаласың мына жақта. Қайдан тегін? Кім қаржыландырады? Ол не лагерь? Негізі ондай бағдарламалар өте көп шетелде. Мәселен, осы 24-28 осы қаңтар айында Англияда Оксфорд қаласында үлкен халықаралық конференция өткізгелі жатыр. Мен өзім көп конференцияларға қатысамын, халықаралық. Сол конференцияларға қатысу арқылы бірнеше адамдармен сөйлесу арқылы сол конференцияның басшысымен серіктес болып бастадым. Сол конференцияға мен бірнеше адамдарға көмектесіп, осы конференцияны толық қаржыландыру ұтып алды. Ондай бағдарламалар бар, яғни сіз жақсы хатыңыз, сіздің бір тәжірибеңіз мықты болса, сізге билетіңізді, тамағыңызды, жататын орныңызды бәрін қаржыландырып береді. Толығымен. Сондай лагерь Жапония деген, ол жақта да жаңағыдай, егер тілдік деңгейі барлық жақсы болса, олар комиссия мүшесі талдап ұтып алсаңыз, сізді толығымен қаржыландырып береді белгілі бір уақытта. Ол мүмкін, оны өзім жеңіп алған адам ретінде, өзімде сол қызметті пайдаланған адам ретінде айтайын. Жақында Гарвард конференциясы болуға жатыр, 24-28 наурызда. Мен де ол конференцияны толығымен қаржыландыруды ұтып алдым, мысалы. Демек, ол да толығымен жаңағыдай сіздің жататын жеріңізді, билетіңізді, Қазақстан ұшып келетіңізді бәрін төлеп береді, өтеп береді. Ондайлар бар. Стажировкалар, конференциялар, бірақ дегенмен сіздің тілдік деңгейіңізге, сіздің потенциалыңызда, бұрынғы жасаған жұмыстарыңызға, тәжірибеңізге қарайды. Жайдан жай бере бермейді ғой енді. Барлық мүмкіндіктерді жібермеуге тырысып ұсынамыз дейсіз ғой адамдарға. Таң қалып тұрмын да, не деген мүмкіндіктер деп ше. Мен студент кезде неге мынандай мүмкіндікті көрмегем деп. Енді біздің кезде Google'дан басқа ешқандай ақпарат болған жоқ. Инстаграмға кірсек әншілерді көреміз деген сияқты. Шынымен әрбір оқырман сіздің парақшаңызды қарап, бақылап, көріп отыруға тұрарлықтай екен. Мен біреуге мен қызметімді ал деп жатқан жоқпын, бірақ дегенмен бағдарлама бар, қара тапсырып көр деп айтып жатырмын да енді. Ол кім қалай қабылдайды. Сондықтан біздің Қазақстанда шектеу, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бізде болған жоқ. Шынымен мен сізбен нешінші жылдар, 2012 жылдар ондай мүмкіндік болған да жоқ қой. Ешкім айтқан да жоқ, шетел не екендігін білген жоқпыз. Әйтеуір work and travel дегенді естігеніміз бар. Оған ешқандай әрекет жасаған да жоқпыз, әйтеуір. Ол қайда, Америка қайда, мен қайда деп қоя салатынбыз. Мен мысалы 7-ші сыныпта Америкаға барам деп аузыма салған екен, бірақ мен оның Америка не екендігін білмегенмін. 7-ші сыныпта. Сол кезде ата-анама айтқам, мен сіздерді Америкаға алып келемін, өзім күтіп аламын, саяхаттатаймын. Осы қыста мен ата-анамды Майами, Нью-Йоркта толығымен өзім қаржыландырып, өзім визасын жазап, саяхаттандырып сөйттім да. Енді ол мен үшін үлкен жетістік. Бұл жерде мәселе қаржыда емес, мәселе шынымен де сол деңгейге жеткізген екен ғой Аллахым деген нәрсе да. Мә деген сияқты. Өзімше айтқанда. Қараңызшы, енді кеше Динара Болат айтады да, көбіне шетелде оқыған қыздардың көпшілігі сол ақшаны Қазақстанда табуға болады негізі дейді. Бірақ сол жақта жұмыс істейтін, сол жақта оқуда жүрген көп қыздар Қазақстанға неге оралғысы келмейді? Себебі құлағым тыныш болса екен дейді. Қашан тұрмысқа шығасың, қашан туасың, қашан күйеуге деген сияқты. Сізде де сондай бір дүниелерден, таптаурындардан қашу бар ма? Ата-анаңыз айтып па еді? Қалай қабылдайсыз? Қашасыз негізінде, бірақ мынандай нәрсе да, маған ондай көп сұрақ қоймайды, өйткені қазіргі жасап жатқан ісімнен кейін олар ондай үндемейді. Баста қойды бірақ. Баста қойды, қойғанда тікелей қоймайды, шығу керек,
ана болу керек, Сол намектап әр қой. қыздың туған туыстарда енді тілектің арасында бүйтіп қыстырып қояды солай айтады. Енді бірақ мен не істеймін, енді оңға қараймын солға қараймын, таппадым, кім табады? Мен енді бүгін қолымды ұста кеттік деген адам болмай тұр ғой. Егер шынымен де сана сезімі бір-бірімізге сәйкес келіп жатса, неге бармасқа да, неге шықпасқа? Кез келген қыздың арманы ғой, былайынша айтқанда, ана атану. Онда сіз сияқты әдемі сұлу арудың жігіттің бойынан қандай потенциалдар болу керек? Green flag сізше айтқанда. Green flag-қа бастысы бір-бірімізді түсінсек, сана сезімі жоғары болса, бір-бірімізден жағын көрген кезде коннект тапсақ болды ғой, сол. Одан кейін ештеңе қарамайды екенсіз. Білімділігі ары қарай жетуге болады. Жаңағыдай пысықтау болса, пысық дегенде арамы пысық емес, еті тірі деген ғой. Қызылордаша арам пысық деп айтып кеттім ғой. Еті тірі сондай жігіт болса, неге? Бірақ негізі сізге айтайын, осы уақытқа дейін мен ойымда тұрмысқа шығу деген нәрсе болмапты. Бірақ мына 30-ға келгеннен кейін жақында мен ойландым. Өмірде мен негізінде тұрмысқа шығу керек еді, қасымда біреу болса мүмкін нәтиже 2 есе болар ма деген сияқты ой келді. Яғни бір сигнал тастадым да өзіме. Оған дейін мен не керегі бар, бәрібір ұрып соғу болса. Мен ойымда блоктар болған екен. Тұрмысқа шығу деген мен үшін ол үйде отыру деген сияқты ой сана қалыптасқан екен. Кейін тұрмысқа шықса да бірге жетістікке жетіп, бірге жасап жатқан адамдарды көргеннен кейін, бұнда жақсы жағы бар екен ғой деген нәрсе қалыптасты. Шетелдік азаматқа тұрмысқа шығу ойда бар ма сізде? Негізі менде ұлтқа қатты бөлгім келмейді, бірақ әкем қарсы. Бірақ шынымен де былай салыстырмалы түрде қарасаңыз, бірде бір шетелдік азаматқа тұрмысқа шыққан әпкемен сөйлесіп қалдым Америкадағы. Ол кісі айтады, Маржан дейді, мен саған кеңес бермеймін дейді. Неге десе, бәрібірде анау қазағының шай ішіп шүйіркелесіп отыратын адам іздейді екенсің деді. Қандай айырмашылықтар бар екен? Бізде қыздар көп қой, итальяндықтарға, француздарға. Мен студенттерім оқуға түскен итальяндықтарға шығып жақында. Білмеймін, енді мен айта алмаймын ештеңе. Мүмкін жақсы адам болса, жақсы. Сөйлесіп көрмедіңіз бе? Көрдім, сөйлесіп, бірақ қандай связь таппадым, ешқандай да байланыс болған жоқ, сосын қоя салдым. Шақыратындар бар, былай кездесуге, бірақ өзім көп не істемеймін. Қазақ болсын деп ойлайтын шығар мүмкін. Миымдан әкемнің қарсы деген сөз тұрып қалған шығар. Содан кейін мүмкін оларға мән де бермейтін шығар. Бәрібір болмайды ғой деп ойлайтын шығар. Сондай шектеусіз десеңізші. Енді сіз бәрібір еркінсіз ғой, шетелдік қыздар, бәрібір шетелде тұрып жатқан қыздар дейікші, бәрібір басқаша деген сияқты. Ер мен әйел үйленген кезде, отбасы құрғанда бір-бірінің алдында қандай міндеттері болу керек деп ойлайсыз? Бізде экранның ар жағында ауыл аймақта отырған қыз келіншектерге де бұл бір кішкене белгі болсын мүмкін. Енді менің бір ақыл айтып, сен үйт, сен бүйт дейтіндей ешқандай тәжірибем жоқ. Бірақ Қазақстаннан шығып, әйтеуір бір көпті көрген адам ретінде айтарым, әр адам өзінің орнын білсе, міндетін білсе, және қыздар эмоция емес, более жаңағыдай реалистично деп айтады ғой, сол жағымен көбірек жұмыс жасаса, ұрыс-керіс аз болар ма еді. Және ер адамдар асханаға кіріп белгілі бір міндет атқарудан өз-өзін намыстанбай, керек кезінде қолдау көрсетіп жүрсе, бір-бірлеріне, сол кезде үлкен бір жақсы команда шығады деп ойлаймын. Енді менің ойымша отбасы деген бұл үлкен команда. Бұл мемлекет. Бұл жерде екі адамның мінезі бар, неше түр, біреу басқаша, бірақ кейде арасында сыйластық болса, кішкене аяқтардың тартатындай. Махаббат білмеймін енді қаншалықты болатынын, бірақ сыйластық болса, онда ойлаймын олар бәрібір де өздерін шектеп тұрады. Ұят қой мына кімнің жарымның қасында деген нәрсе. Сыйластық болса, мен ойлаймын көпке жеткізуге болады. Одан бөлек жай ғана нәрселерге ұрыспай, бірге талқыласа, бірге ашып сөйлессе, мен ренжідім, тауып ал ренішімді демей, қыз ішіндегі ренішін ашық айта алса, ер адам сол ренішпен бірге сөйлесіп, қолдау көрсетсе бір-бірімен. Енді онда идеальный адам, білмеймін, идеалды адам жоқ қой, бірақ дегенмен солай бір-бірін жауып, плюс пен минус болып отырса, мен ойлаймын, жақсы команда болуға болады деп. Енді мен анамнан көп тәрбие аламын ғой, көріп отырған анам және екі әпкелерім. Сол кісілерге қарап отырсам, анам үнемі айтады,
кейде үндемей қоятын ситуациялар болады, кейде ойынды айтатын ситуациялар болады. Сен үнемі қызықты болуың керек, сен үнемі ізденісте болуың керек, білімді болуың керек, ер адам да білімді болу керек. Екеуінің айтатын тақырыптарын тек қана асхана немесе басқа үйдегі жағдайлар емес, басқа да білім жөнінде талқылау болу керек, бірге саяхаттау. Сол кезде сіздерде жаңағыдай үнемі бір байланыс тұрады дейді да, қызықты боласыз. Мәселен, күніге көретін адам, күніге бір ситуация қызықсыз болып кетеді ғой кезде. Сол кезде қызықты боласыз. Және мен анам айтатыны сыйластық. Кейде мінезіңді, жаңағыдай қырсық мінезіңді жиып қоятын жағдайларды жиып қою. Бірақ кейде сығып алу деп айтады да, яғни орнына келтіру деген сияқты. Өйткені сіз үнемі үндемей я дейтін қыз балада ер адамның алдында ешқандай да абырой қалмайды дейді айтады. Бірақ өзінің ойында айта алсаң, өзіне не керек екенін айта алсаң, білмеймін, өзім біл де емес, маған мынау керек, маған анау керек деп айта алсаң, мүмкін қызықты болатын шығар деген сияқты. Енді мен тәжірибем жоқ, бірақ анамның, жаңағы әпкелерімнің тәжірибесінен, естуімнен айтуым солардың. Шетелде алған, көріп жатқан нәрселеріңізді сіңірумен дейсіз. Иә. Шетелде мен көргенім, менде енді группаластардың бәрі 40-тан асқан, 30-дан 35-тен асқан кісілер, ең кішкентай мен. Сол жерде олар 2-3 бала шағасы бар, 4 баласы барлар оқиды ғой. Бір-бірлерін қатты қолдайды. Жаңадан нәресте келдім, менің балам жаңадан нәресте туылды жақындағанда мен түнмен қарап шықтым деп ер адам айтқан кезде мен беттім да, 4 күн таңға дейін қарадым. Маған сондай мүмкіндік бересіз бе, бүгінгі сабақтан кейін жіберсем бола ма деп профессорлар айтып жатады. Немесе бүгін ұйқым қанбай қалды, сондай болды деп. Әйел адамдар бүгін ұйқым қанды, күйеуім қарады деп айтады. Немесе балаларын бір-біріне звондап, бүгін сен алып кетесің бе, сен не істейсің бе деген сияқты белгілі бір андай. Сен де оқы, мен де оқимын. Сен де қолда, мен де жасаймын деген сияқты. Теңдік бар. Бірақ бізде Қазақстанда теңдік дегенді ер адамнан асып кету деп ойлайды. Жоқ, әйел адам өз орнын біледі. Бірақ жаңағыдай сондай жағдайларда теңдік болғанын айтар едім. Теңдік болуын айтар едім. Бізде сұхбат соңында бір сөйлеммен деген Айдар бар. Бұл Айдар өте қызықты. Бір сұрақты барлық келген біздің қонақтарымызға қоямыз, және әрқайсынан әртүрлі күтпеген жауап естиміз. Ол біздің оқырманға да анализ жасағанға өте күшті деп ойлаймын. Ендеше кеттік. Бір сөйлеммен жауап беруге тырысасыз, максимально қысқа. Сіз үшін арманыңызға жеткізетін 5 қадам қандай? Ниет, нақты мақсат, дисциплина, уақыт, әрекет. Мінез құлық өзгереді деп ойлайсыз ба? Иә. Жаңа істі бастаудан қорқатын адамға не айтар едіңіз? Қорқа берсең, өмірде өшіп қаласың. Тек бір Аллаға аманат етіп бастауың керек болды. Біз қоғамда әртүрлі статусқа иеміз, журналист, әкесінің қызы, ана деген сияқты. Сіз ең алғаш қай статусты бірінші орынға қоясыз? Бірінші орынға кәсіпкерлік. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттасаңыз? Нақты. Иә, мысалы Маржан дегенде жүрегі кен, көп адамды түсіне алатын, нәтижеге жеткізе алатын қыз. Өмірде өз орнымды таппай жүрмін дейтін жастарға, қыздарға не айтар едіңіз? Өмірде өз орнын таппай жүрген қыздарға айтарым, ең бірінші кез келген нәрсені бастап көру. Өйткені сіз бастамасаңыз ешқашан не ұнайтынын білмейсіз. Сол кезде орныңыз табылады. Азаматтық сұрақтарға көшсек, кейбір біздің эксперттеріміз қорқып жатыр. Неге, бұл мемлекеттік па, кім қаржыландырады деп. Ол жағынан уайымдамай қойыңыздар. Бұл мемлекет алдымыздағы біздің өзіміздің парыз міндеттерімізді адамды ашу мақсатында. Мемлекеттік деңгейде маңызы бар оқиғалар болады, қаңтар оқиғасы, Шерзат оқиғасы өте қайғылы. Осындай кезеңдерде сіз сияқты халық алдында жүрген тұлғалар пікір білдіру қажет пе, және неге пікір білдіруге қорқады деп ойлайсыз? Пікір білдіру қажет. Бізде жаңа айтып өттім, Human Rights біріккен ұлттар ұйымының мүшесімін деп, сол жерде біз әйелдердің құқығы, Women Human Rights деген бөлімде мүшесімін, Қазақстан атынан сөз сөйлеймін. Сол жерде әрбіріміздің пікірі өте маңызды. Біріккен ұлттар ұйымының басшылары әрбіріміздің пікірімізді тыңдайды. Сондықтан халық алдында жүрген әрбір азаматша халық алдында жүрсін жүрмесін өз пікірін айту керек. Және әр адам өз құқығын қорғай алу қажет. Референдум президент сайлауында дауыс бердіңіз бе? Америка құрама штатында бізге сондай уақыт берді, барып дауыс беруге. Қазақстанда? Қазақстанда, иә. Жақсы. Митингке шығуды дұрыс деп санайсыз ба? Мысалы, шығып жүрген белсенділерді қолдайсыз ба?
әдемі мәдениетті ереуілдер мүмкін, иә. Негізі бірнеше мемлекетте көріп оқыған адам ретінде Америка құрама штаты болсын, Италияда көрген үнемі митингтер болып жатады. Яғни еркін, тәуелсіз, бейбіт митингтер. Ол жерде жаңағыдай жалақыға қарсы, жалақыны төмен болғанына қарсы, еңбекақы немесе жаңағы зейнетақы соған қарсы неше түрлі митингтер өтеді. Біздің Америкада да жақында митингтер өтті, яғни оқудың ақысын көбейтіп қоюға байланысты. Мәселен, tuition fee деп айтады. $40,000, $50,000 көбейіп кеткеніне байланысты митингтер болып тұрады, ол дұрыс. Өйткені ол әр адам осы мемлекетте өмір сүріп жатқан азамат пен азаматшалардың ойын білу керек, мемлекет басшылары. Өйткені олар өздеріне не ұнайды, не ұнамайды деген болмау керек қой. Көпшілік өмір сүріп жатқандықтан еркін, бейбіт митинг болса, иә, дұрыс. Қоғамға, басқа да адамдарға зияны тимейтіндей болса, иә, дұрыс. Бірақ зияны тиетіндей бір-бірін өлтіріп, жаңағыдай қаңтар оқиғасы ары қарай басқаша ұштасатындай митингтерге қарсымын. Феминистсіз бе? Жоқ. Қазіргі өміріңізді, халіңізді 10 балға дейінгі шкаламен неше деп баға бересіз? 10. Жақсы, рахмет. Өте тамаша, рахмет сізге, Маржан, осындай әдемі сүбелі сұхбат үшін. Қаншама пайдалы ақпараттар, иә, Америкаға, шетелге оқуға түсудің мүмкіндіктерін біз сіз арқылы сезіне алдық, көре алдық, және әрбір осы жерде көрген қыздың көкірегінде бір түйір ой, мен де шетелде оқысам ғой, мен де Маржан сияқты бола алады екенмін ғой деген сіз бір үміт сәулесін жағалдыңыз деп ойлаймын. Сондықтан сізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі подкаст сіздерге ұнаса, лүпіл басып, комментарий жазып, Маржан көз алдарыңызда отыр, парақшасына подписка жасап, одан да бөлек сұрақтарыңызды шетелге түсу бойынша қойсаңыздар болады. Және де комментарийға келесі жолы сіз қандай ерекше қызықты тұлғаны көргіңіз келеді, жаза өтсеңіз болады. Маржан, енді біз сізге кішігірім сыйлықтарымыз бар. Күткен жоқпын. Айтпақшы, Америкада сіздің беттеріңізге қандай күтім жасайсыз? Ауа райы әсер етпей ме? Ауа райы, мен көп ұшып қонғаннан терім құрғақтанып кетеді көбінесе. Ауа райы әсер еткенде ол жақта шашымызға ақ шаштар көп түседі судың кесірінен, бірақ бетім жақсы болатын. Бірақ көп ұшқанның кесірінен бетім құрғақтанып кетті. Қазақстанға келгенде мен жаңағыдай косметологияға неге жүгіндім. Өйткені ол жақта өте қымбат. Келе салысымен ремонт жасау керек, өзіме ремонт жасау керек деп, үлгеріп қалу керек деп. Бірақ дегенмен уход жасап тұрамын, өзіме қарап. Негізі даму жолында жүрген, алдында мақсаты бар қыздың бірден бет бейнесінен ақ көрініп тұрады өзі, қаншалықты өзіне қарайтыны. Мен сізді тіпті 2000 жылғы деп ойлап қалдым, бірақ жасыңыз құпия болып қалсын. Қыздар, егер сіздердің де беттерлеріңізде акне, проблема болса, онда Korean Buyers компаниясынан арнайы мамандардан консультация алып, беттерлеріңізді емдей аласыздар дей отырып, біздің осы подкастымыздың спонсоры менің сүйікті компаниям, Korean Buyers компаниясынан кішігірім кәдесый, Маржан, сізге. Керемет, көп рахмет. Және де Шуақ Flowers компаниясынан әрдайым құшағыңыз гүлге толсын, бағыңыз ашылсын, білім жолында талмаңыз, таймаңыз, сіз сияқты қазақ жастары бізге керек деп ұсынғым келеді. Көк түс тазалықтың белгісі, бейбітшіліктің дейді ғой. Сондықтан сізге, Маржан, рахмет. Айтарыңыз таусылмасын. Бұдан да көптеген пайдалы ақпараттарды сіздің Instagram парақшаңыздан күтеміз, алла жазсын. Сіздерге де көп рахмет. Оқуға түскісі келетін, өзін дамытқысы келетін барша жандарды күтеміз. Сіздерге көмек беруге әрдайым дайынбыз. Сізге рахмет, мені осылай аша алып, ішімдегі сырымды ақтаруға тырысқаныңыз үшін. Өте қызықты тұлғасыз, бірақ скромный екенсіз. Рахмет. Өте қызықты ақпарат болды. Сіздің энергетикаңыз өте жеңіл болды, шыны керек. Мен келгенше қобалжыдым, қалай болады екен деп ішімнен, бірақ аят аль-курсиді айтып оқып келдім. Демек, рахмет сізге көп. Сізге де көп рахмет. Осылай энергияңызбен барша қыздарға көмектесіп, жандандыруға, әдемі болып жүруге көп көмегіңізді тигізе беріңіз. Мен рахмет. Бұйырса, білім жолын енді мынадан кейін точно жалғастыру керек. Мен сыйлықты алып, өзім сыйлықсыз келгеннен қайсынан қалдым. Сіздің бүкіл ақпаратыңыздың өзі сыйлық. Бұйырса, шынымен құрметті көрермендер, мен де соңғы кезде көзім лаулап, білім алу керек шетелде деген сияқты белгілер көбейіп кетті. Бұйырса, консультацияңызға да жазыламыз деген ойдамын. Ендеше жақсы сұхбаттарда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.